Сиқыршылар әлемінде қайта туылғаннан кейін бұл жігіт өлтірілмес бұрын өмір сүруге және табысқа жетуге тырысады. Оның бұрынғы өмірінде болған жағдай орын алмас үшін оқиға басты кейіпкердің көшеде костюм киіп телефонмен сөйлесуінен басталады. Ол бастығына клиентпен кездесуге үлгергенін және қазір кездесу орнына бара жатқанын хабарлайды. Өкінішке орай, келіссөздер жақсы өтпеді. Бірақ ер адам бас тартқысы келмейді. Өйткені бұл жалғыз клиент емес. Ол компаниялардың алға қойған мақсаттарына жеткенше және өзін жоғарылататындай сезінгенше өз мақсатына жетуге бағытталған. Өкінішке орай, өмірді болжау мүмкін емес. Осы кезде біз жаңа ғана тонап кеткен дүкеннен бір қарақшының қашып бара жатқанын көреміз. Күзетші жеңіл жарақат алды. Бірақ әлі де қылмыскерді қуып жетіп, оны құлатып үлгереді. Дүрбелеңде қарақшы оқ жаудырып, осы сәтте кім өтіп бара жатқанын болжайды. Бірақ оқ басты кейіпкердің кеудесіне тиіп, ол жерге құлап түседі. Айналадағы адамдар дүрбелеңге түседі. Ал олардың кейбіреулері бұл дүниеден кетіп бара жатқанда, жігіт тек жұмыста жоғарылату туралы ойлауы мүмкін. Кенеттен жарық пайда болып, жаңа адам пайда болады. Ал дауыс бұл бейшара жанның осы планетаға ұқсайтын, бірақ сиқыры мен құбыжықтары бар әлемге енетінін айтады. Ал басты кейіпкер қайта туылғаннан кейін дәл осы жерге жетеді. Кенет даланың ортасында ақ шашты, көк көзді бала болып оянады. Ол өтіп бара жатқан айдаһардан қорқады. Жігіт орнынан тұрып, бұл шынымен айдаһар ма деп сұрайды. Ол сондай ақ дауыстың реинкарнация туралы айтқанын есіне алады. Бірақ ол киген костюмінің жоғалып кеткенін түсінбей абдырап қалады. Ол бұрын естіген дауыс онымен сөйлесіп, бұл әлем туралы негізгі білім беретінін айтады. Және жігіт өзінің сипаттамаларын көру үшін мәртебені ашу деген сөз тіркесін айта алатынын түсіндіреді. Жігіт сөз тіркесін қайталап, ауада цифрлық мәзір пайда болады. Дауыс нәсіл мен жастың анықталғанын түсіндіреді. Бірақ ол қалғанының бәрін таңдай алады. Ақырында дауыс оған бақытты өмір тілейді. Содан кейін ол шынымен қайта туылғанын түсінеді. Опцияларды таңдағаннан кейін оның есімі Люсия болады. Ол жекпе-жек өнерін талдау, сиқырды бақылау және құбыжықтармен шайқаста сәттілік дағдыларын таңдайды. Бұл оған өткен өмірінде жетіспейтін нәрсе болуы мүмкін. Люсия мамандық ретінде емшіні таңдайды. Бұл кішігірім рөл болса да, ол адамдарға көмектесіп, тұрақты жұмыс таба алады. Өйткені оның бұрынғы өмірінде құбыжықтармен күресуге батылы жетпеді. Оның қазір небәрі 3 күміс тиыны бар және бұл дүниеде небәрі 15 жаста болса да, ол қазірдің өзінде ересек адам болып саналады. Сондықтан оған бірден жұмыс табу керек. Бір аптаға үлестірме материалдар жоқ. Ол жүріп бара жатып, құбыжықтың мәйітіне тап болды. Ол қорқып, қашып кетті. Бұл дүниеде бұрынғы өмірінен айырмашылығы қартайғанша өмір сүруге бел буды. Біраз уақыттан кейін Люсия қала қақпасына жақындап, адамдардың құжаттарды көрсетіп, күзетшілерге тиын төлеп жатқанын көреді. Ол жеке куәлігін көрсетіп, кіру ақысын төлеу керек екенін бірден түсінеді. Ол күзетшіге жақындағанда, ол дереу құжаттарын көрсетуді сұрайды. Жігіт бір секундқа ойланып, құжаттардың жоқтығын түсіндіру үшін әңгіме құрастырады. Ол шалғайдағы ауылда өскенін, есейгенде емші болғанын, бірақ ауылда ондай кәсіп болмағандықтан қуылғанын айтады. Мұның бәрін ол нанымды түрде айтады. Өйткені ол өткен өмірінде кәсіпкер кезінде шешен болуға мәжбүр болған. Ақырында Люсия өз кәсібін үйрену үшін емхана іздеп жүргенін айтады. Күзетші күтуін өтініп кетіп қалады. Сосын жігітке өте сұлу әйел келеді. Оның есімі Люмен және ол оны емшілер гильдиясына апаруды ұсынады. Күзетші оған кіру ақысын төлеудің қажеті жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені емшілерге ақы төлеудің қажеті жоқ. Люсия Люменнің алға жылжып кеткенін түсінгенде, ол оны қуып жетуге асығады. Бірақ кездейсоқ ұзын бойлы жігітке тап болады. Ол оған қайда бара жатқанын қарауды айтады. Люсия оның авантюристер тобы екенін байқайды. Люмен оларға емшілер гильдиясына жол серігі алып бара жатқанын хабарлайды. Ал авантюристердің бірі оның емші екенін сұрағанда, Люсия сиқырды әлі қолдана алмайтынын, сондықтан ол емші емес екенін түсіндіреді. Ер адам оған азғыруларға берілмеуді бұйырады. Ал жігіт бизнесмен сияқты жымиып, өз жұмысының этикасын сақтауға уәде береді. Топ кетіп бара жатқанда, Люмен алаңдайтын ештеңесі жоқ екенін айтады. Өйткені ол қасында болған кезде оған ешкім зиян тигізбейді. Люсия бұл қыздың өте күшті болуы керек екенін түсінеді. Осы жігіттердің барлығының қоршауында өзін сенімді сезінеді. Олар серуендеп келе жатқанда, жігіт күзетшілер қалаға кіру ақысын неге төлемейтінін сұрайды. Ал Люмен емшілерден тек империя ғана ақы алатынын түсіндіреді. Бірақ бұл қалада оған ерекше қарайды. Өйткені ол өмір мен өліммен айналысады. Мұны естіген Люцио бұл оның сәттілікке қабілеттілігінің арқасында деп ойлайды. Олар емшілер гильдиясының ғимаратына келіп, ішке кіреді. Сол жерде Люминаның өзі оны қарсы алады. Сол сәтте жігіт оның қандай сүйкімді күлкісі бар екенін түсінеді және оның қайта туылғанына қуанады. Куруру есімді әкімші оған толтыру үшін бланк береді. Алғашында Люцио оның не жазылғанын түсінбейді. Бірақ шеберлік бәрін жапон тіліне аударады. Жігіт бос орынды толтыра бастайды. Ал Люминаны ханым деп атайтын Куруру
гильдия жаңадан келген адаммен жұмыс істеу үшін өкіл жібере алатынын айтады. Бірақ Люмина бұл мәселе емес екенін түсіндіреді. Өйткені ол кіреберісте болған. Бұл әңгімені естіген жігіт Люминаның маңызды адам екенін түсінеді. Ол өзінің туған қаласы туралы бөлімді қалай атайтынын білмегендіктен толтыруда қиналған кезде Люсия білмейтін кейіп танытып, ауыл жазуға бола ма деп сұрайды. Өйткені ол ауылдың аты бар жоғын да білмейді. Әйел оны аздап, надан деп есептейді. Сондықтан ол оны сол күйінде қалдыруға келіседі. Люсия бланкіні бергенде Куру оны кеңсеге апарады. Ал жігіт осы мүмкіндікті пайдаланып, Люминадан қаланың қалай аталатынын сұрайды. Әлі де білмеймін деп кейіп танытады. Ол оның білімсіздігіне таң қалады. Бірақ бұл Саша Рул республикасындағы Марион қаласы деп тез жауап береді. Ал жігіт мұның бәрін үйренуге тырысамын деп уәде береді. Содан кейін әкімші қағаз картасымен оралып, одан тақырыпқа сиқырды бағыттауын сұрайды. Жігіт назарын аударып, қағаз жарқырай бастайды. Содан кейін картада оның Люсиль есімді емші екендігі туралы ақпарат пайда болады. Курару картаны алып, бөлмеге қайта кіреді. Жігіт Люминадан басқа әйелдің не істеп жатқанын сұрағанда, ол картаның емшілер гильдиясының сиқырлы желісінде тіркелгенін түсіндіреді. Енді ол бұл картаны әлемдегі кез келген емшілер гильдиясында пайдалана алады. Біраз уақыттан кейін бір әйел картасымен қайтып келіп, оның шынымен де емші екенін, сиқырға бейім және қасиетті сиқырға бейім екенін растағанын айтады. Бәрі реттелгенін көрген Люмина онымен қоштасады. Бірақ жігітке әлі де емханада жұмыс істеу керек және ол қасиетті сиқырды қалай қолдануды білмейтінін айтады. Өйткені ауылда заклинание кітаптары болмаған және ол жерде бірінші емші болған. Осы сөздермен әйел өзінің қаншалықты надан екенін есіне алады. Бірақ оған сенеді және әңгіме жақсы өтті деп ойлап, көңілі босады. Люсиль Курурадан тағылымдамадан өтуге болатынын сұрайды. Бірақ Луна оның 3 нұсқасы бар екенін айтады. Біріншісі спартандық жаттығу. Онда ол емдік заклинаниелерді үйрену, сиқыр біткенше қайталау үшін көп нәрсені үйрену керек. Содан кейін науқас сауығып кеткеннен кейін қайтадан бастау керек. Егер ол несие алса, ол мектепте 3 жыл оқи алады. Бірақ емшілер гильдиясына платина монетасын беру керек. Егер ол шәкірт болса, ол тапсырмаларды 1 жылдай орындап, бос уақытында оқитын болады. Ойлана келе, ол студент болудың ең оңай жолы деп шешті. Бірақ оның бос уақыты болатынына сенімді емес. Несие оған өткен өмірінде қарызын өтеу қаншалықты қиын болғанын еске салады. Бұл дүниеде студенттік несиенің жоқтығы өкінішті. Спартандық жаттығулар бұл соңғы минуттық емтихандарға дайындалу сияқты. Ол бұрынғы жұмысындағы жоспарды орындау үшін қысыммен жұмыс істеуге дағдыланған және спартандық жаттығуларды жеңе алатынына сенеді. Оның үстіне, оның шеберлігін шыңдау үшін қаншалықты тәжірибе қажет екенін түсінуге көмектесетін шеберлікті талдау дағдысы бар. Сондықтан Люсио спартандық жаттығуларға баруды шешеді. Куруру біреудің бұл опцияны өз еркімен таңдағанына таң қалады және Люсио шынымен тәжірибесіз деп ойлайды. Қалай болғанда да шешім қабылданды. Люсиль Люминамен қоштасып, оның жақсылығын қайтаруға уәде берді. Ол оған сүйкімді күлімсіреп, сәттілік тілейді. Осыдан кейін жігіт жаттығу залына келеді. Бұл кереуетпен үстелі бар шағын бөлме, оның үстінде заклинание кітабы бар. Уақытты босқа өткізбей, ол 10 күнде бітіруге бел буып, негіздерден бастайды. Кітаптан ол заклинание денеден сиқырлы энергияны кетіретінін және бұл сиқырлы қабілеттерді жақсартатынын біледі. Енді жаттығу уақыты келді. Ол сиқырды бақылауды жақсарту үшін сиқырды нақты психикалық бейнемен бағыттау керек. Сондықтан жігіт кішкентай жараны елестетіп, зейінін шоғырландырады және емдік сиқыр жасайды. Оның қолынан әлсіз жарық шығады. Бірақ Люсиль оның денесінен бірдеңе кетіп бара жатқанын сезсе де, оны байқамайды. Күй мәзірінде ол табысының артып келе жатқанын көреді. Оның сиқырлы қабілеті 100-ден 5-ке тең. Оның мана қоры 50-ден 45-ке тең. Яғни ол бар болғаны 5 ұпай жұмсады және сиқырды тағы 9 рет пайдалана алады. Бүкіл мананы қолданғаннан кейін жігіт табиғи түрде қалпына келе бастайды. Бірақ бір күн бұрын тым көп ішкенде қорқынышты сезінеді. Оның мана қоры толығымен қалпына келтірілгенде, Люсия сиқырды бақылауды жақсарту мананың тұтынылуын азайтатынын түсінеді. Ол ішкі сиқырды сезінуге және оны басқаруды үйренуге назар аударады. Келесі күні жігіт жұмысқа кешігіп қалдым деген оймен оянады. Бірақ содан кейін ол басқа әлемде қайта туылғанын есіне алады және қуана-қуана қатты жаттығуды жалғастырады. Және ол дәл осылай істеп жатыр. Ол заклинание жасайды. Мана таусылғанда тоқтайды және ол қалпына келген кезде оны басқаруға жаттығады. Мұны бірнеше рет қайталай отырып, Люцио мұны істеп жатқанын сезеді және сандар мұны растайды. Бәрі өсіп келеді. Алғашқы нәтижелерді көргеннен кейін жігіт жігерленіп, қатты жаттығуды жалғастырады. Кенеттен Моника есімді гильдия қызметкері пайда болып,
оған тамақ әкеледі. Лучулды да бұл қыз қызықтырады. 3 күннен кейін ол сиқырды бір сәтке қолы жарқырап тұратындай етіп жасай алады. Моника емдік сиқырды қолдануды үйренгенін растайды және ол үшін бір күміс тиын алады. Кетер алдында жігіт Люминаны табу керек пе деп сұрайды. Оның мұнда Люминамен келгенін білген соң, Моника кешірім сұрап, оған күміс тиынды қайтарып береді. Өйткені Люминаның бұл бөлмеде 10 күн тұратынына келісіп қойған. Ол Люминаның маңызды адам болу керек екенін айтады. Ал Моника Люминаның шіркеудегі паладин әйелдер полкының капитаны екенін айтады. Оның маңызды адам екенін көрген Люсил онымен қайта кездесу бақытына ие болды деп ойлайды. Оның тағы 7 күндік жаттығуы болса да, ол емші болуды шешеді. Моника оған гильдия мүшелері жарна төлейтінін айтты. Сондықтан ол авантюристер гильдиясын табуды шешті. Кенет әлгі жігіт пайда болды. Базин, Люсил қобалжыды, бірақ топтағы басқалардың көңіл күйі жақсы сияқты. Содан кейін бірнеше жаңа авантюристер пайда болады. Олардың барлығы жарақат алады. Базин қатты алаңдайды. Люсил Мониканың гильдия емхананың емшілерін бақылай алмайтынын айтқанын есіне алды. Бұрын штаб емшілер бағаны көтеру немесе жанжал шығару арқылы жосықсыз әрекет еткен мәселелерді шешу үшін өкілдерін жіберетін. Бірақ қазір олар сыбайлас жемқорлыққа қарағанда әлдеқайда айлакер және заңдар оларға ілесе алмайды. Осыны ескере отырып, Люсил келіп, жараланған авантюристерді емдеуді ұсынады. Олардың амалы жоқ және келіседі. Ол қыздан бастайды және алғашқы исцел қолдануға тырысады. Бірақ толқудың әсерінен сиқыр жұмыс істемейді. Жас жігіт өз ойларын ортаға салады. Өйткені ол мананы ысырап етуге шамасы келмейді. Ол жараны елестетуге тырысады және ақырында сиқырды дұрыс қолданып, бірінші адамды емдейді. Ол барлық дерлік авантюристерді емдегеннен кейін оны құтқару үшін бір ғана адам қалды. Мәселе мынада, ол сиқырда қателесіп, өзінің барлық дерлік маназын жұмсады. Ол есінен танып қалады. Ал қалған авантюристер соңғы жараланған адамға көмектесуге тырысады. Тіпті есінен танғанға дейінгі соңғы секундтарда Люсия бұл адамды құтқаруға бел буды, бірақ ештеңе істей алмады. Түнде ол гильдия бөлмесінде шағылысады. Авантюристер оған істегені үшін алғыс айтады. Бір адамды құтқара алмаса да, қалғандарын құтқарды. Соған қарамастан емші өзін жайсыз сезініп, деңгейін көтергісі келеді. Мұны істеу үшін ол авантюристер гильдиясында тәжірибе жинап, осы дүниеде аман қалу үшін өз дағдыларын жетілдіргісі келеді. Гильдия бұл әртүрлі авантюристер жиналатын өте үлкен орын. Емші қабылдау бөлмесіне келіп, оны авантюрист ретінде тіркеуді сұрайды. Содан кейін ол әкімшінің қоян құлағы бар екенін байқайды. Ол оған сиқырды қолдану үшін сауалнама мен картаны толтыруға мүмкіндік береді. Толтырғаннан кейін әкімші картаны тексеріп, оның жекпе-жек өнері бар екенін көреді. Сондықтан ол авантюрист ретінде тіркеледі. Содан кейін ол келісім шарттардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Авантюристер тапсырмаларды немесе тапсырмаларды орындаған кезде олар марапатталады. Бірақ гильдия операциялық шығындардың 10%-ын өзіне қалдырады. Люсил тапсырманы орындай алмаса не болатынын сұрайды. Ал әкімші бұл үшін айыппұлдар мен басқа да төлемдер бар екенін түсіндіреді. Бұл тапсырманы орындай алмаса, оның қиындыққа тап болатынын анық көрсетеді. Ол сондай-ақ авантюристер гильдиясы емделу туралы өтініштерді қабылдай ма деп сұрайды. Әкімші онша түсінбейді. Сондықтан ол өзінің әдеттегі іскерлігіне қайта оралып, өзін емші ретінде таныстырады. Ол жаттығу кезінде алған жарақаттарын емдей алатынын және бұл үшін төлемді өз жаттығулары үшін пайдалана алатынын сұрайды. Шын мәнінде, ол жекпе-жек жаттығуларында оған көмектесе алатын адаммен танысқысы келеді және егер біреу мұны істей алса, Люсия бұл оның емші ретіндегі қызметі үшін жақсы мәміле болады деп санайды. Шешім әкімшіге байланысты емес болғандықтан, ол біреуге қоңырау шалғанша күтуін сұрайды. Әйел кетіп бара жатқанда, Люсил қолынан келгеннің бәрін жасадым деп ойлайды. Енді ол тек сәттілікке үміттенеді. Біраз уақыттан кейін әкімші ақ шашты үлкен адаммен бірге қайтады. Алғашында жас жігіт оның әсерлі келбетіне таңғалады. Бірақ кейін оның бұрынғы өмірінде де қатал көрінетін бастығы болғанын есіне алады. Сондықтан сыртқы келбетіне қарап баға бермеу керек. Ол өзін таныстырып, жекпе-жек өнерін үйреніп, сиқырлы күштерін қалпына келтіргісі келетінін айтады. Ер адамға ақшаны сақтағысы келмейтін емшінің одан мұны сұрағаны біртүрлі болып көрінеді. Ол сондай-ақ емшінің неге күресуді үйренетінін сұрайды. Люсил оның нағыз жекпе-жекте пайдасыз болатынын түсінетінін түсіндіреді. Егер ол сапарға шықса, оны ең әлсіз құбыжықты өлтіруі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін ол өзін қорғай алатындай күшті болғысы келеді. Ойланып болған соң, ер адам оны жаттығу орталығында күшін қалпына келтіретін маман ретінде қабылдайды. Келісім шарттарына сәйкес, Люсия күніне бір күміс тиын алады. Оқу ақысы осы сомадан шегеріледі. Ол жас жігіттің қашан жұмысқа кірісетінін сұрайды. Ал Люсия 6 күннен кейін жұмысқа қайта оралуға болатынын айтады. Содан кейін ер адам хатшыдан
қоян құлағы бар қыздан дайындықты күтуін сұрайды. Ақырында ол қарлы күлімсіреп, өзін Нан Элла деп таныстырады. Люсиль де өзін таныстырады. Бірақ ол маңайдағы басқа авантюристердің оғаш көзқарастарын байқайды. Нұсқаушы тамағын тазалаған кезде ғана олар бөлініп кетеді. Бұл кісі де өзін таныстырады. Оның есімі Брод және ол гильдияда бас нұсқаушы қызметін атқарады. Кетер алдында ол Люсильді 6 күннен кейін сонда күтетінін айтып, күліп кетіп қалады. Түнде Люсио емшінің бөлмесіне қайтады. Ол бәрі ойдағыдай жүріп жатыр деп ойлайды. Бірақ авантюристердің сәтсіздікке ұшырамауы үшін сиқырлы қалпына келтіруді жақсарту керек. Оған сеніңіз, ол үшін емші бар күшін жұмсауы керек. Кенет вундеркинд болып саналады. Ол 15 жаста болғандықтан, жас жігіт жылына бір деңгейге жете аламын ба деп ойлайды. Бірақ кенеттен Моника егер ол 5-ші деңгейге жетсе, ол саяхатқа шығатынын айтады. Онымен кездес. Бұл оны таңғалдырады. Ол романтикалық кездесу туралы ойлады. Бірақ қазір бұл оның одан да көп жұмыс істеуіне түрткі болды. Бір аптадан кейін қарқынды сиқырлы жаттығулар аяқталды. Ол кеткен күні Люсио 10 күн өткенін түсініп, көрермен сөйлесуге барады. Ол оған жасаған барлық істері үшін алғыс айтады. Өйткені ол қазір емші болып, жұмыс істеуге жеткілікті сиқырды біледі. Куру оны мақтап, оның керемет екенін және оның дәл қазір бастай алатын жұмысы бар екенін білетінін айтады. Кетер алдында Люсио Куру оған Люминамен кездессе, оған алғыс айтуды айтады. Емшілер гильдиясынан кетіп бара жатып, ол бұл жаңа нәрсенің бастамасы деп ойлайды. Adventures гильдиясына келгенде, Люсиль басқа авантюристердің оған қайта қарап тұрғанын байқайды. Ол басқа әкімші қызды кездестіреді, және бұл әлемдегі барлық қыздардың әдемі екенін түсінеді. Ол өзін таныстырып, жаттығу жасағысы келетінін айтқан кезде, қыз оны жаттығу орталығына апаратын баспалдаққа нұсқайды. Баспалдақпен түскеннен кейін ол кең бөлмеге кіреді. Бірақ ол бірінші болып келген сияқты. Көп ұзамай Бред сол баспалдақтан түсіп, қорқынышты көрініске ие болды және бұл жас жігітті аздап қорқытады. Бред сонымен қатар олар жаттығу залында жалғыз жаттығатынын айтады. Люсиль жаттығатын жалғыз адам екеніне таңғалады. Бірақ Бредке мүмкіндік бергені үшін алғыс айтады. Ер адам жас жігітті оның қорқытатын түрінен қорықпағаны үшін мақтайды. Содан кейін Люсиль Бредке оны аямауды айтады. Өйткені ол аман қалу үшін тәжірибе жинақтауы керек. Бред Элдияда оған қайта қарап, қатты айқайдан шошып кетті. Бұл Люсильдің ауырып айқайлап жатқаны белгілі болды. Ал нұсқаушы оның созылуына көмектесіп жатыр. Рот созылу қозғалыс пен шабуыл ауқымын арттыру үшін, сондай ақ жау шабуылдарынан жалтару үшін, икемділік үшін қажет екенін түсіндіреді. Созылғаннан кейін жекпе-жек өтеді. Бірақ бұл өте баяу, сондықтан Форд өзін қорғай алады. Нұсқаушы Люсильдің өте төмен деңгейде екенін мойындайды. Сондықтан ол күшейгісі келеді. Люсиль табандылық танытқанда, ер адам оған бар күш-жігерін салуды жалғастыруды айтады. Бейшара жігіт қолымен және аяғымен ұруға тырысады. Бірақ нұсқаушы өзін оңай қорғайды. Тіпті соққымен жауап береді. Содан кейін Форд нағыз жекпе-жек шаршаған кезде басталатынын және алдымен қозғалуды үйренуі керек екенін айтады. Соңында ол оған сәтті шабуылды елестетіп, босаңсымауын айтады. Сондықтан жігіт өзінің жаңа екенін түсінсе де, мотивацияға толы орнынан тұрады. Ол бұл дүниеде жекпе-жек және дене шынықтырумен айналысқан, бірақ ешқашан нағыз жекпе-жекке қатыспаған. Люсиль оған тағы да шабуыл жасайды. Бірақ ол өзін пышақтап жатырмын деп елестетсе де, сәтсіздікке ұшырайды. Бұл соншалықты қиын, ол тіпті бас тартуды ойлайды. Бірақ бұл мүмкіндікті жіберіп алмайды. Сондықтан ол тырысады. Осы жаттығудан кейін жас жігіт соңғы уақытта жаңадан келгендер жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені төменгі деңгейдегі авантюристердің жаттығуға ақшасы жоқ және нақты шайқастарға назар аударады. Осы команданы еске түсіре отырып, Люсиль олар үшін қиын болуы керек екенін түсінеді. Ол сондай ақ емдеудің өзіне әсер ететініне сенімді емес екенін айтады. Бірақ оны авантюристер үшін сақтауды жөн көреді. Содан кейін Бред одан нәсіліне қарамастан барлығын емдеуге уәде беруін сұрайды. Кенеттен емші іздеп жүрген, бірақ оның алдау емес екеніне сенімді емес авантюристер тобы пайда болады. Жараланғандарды көрген Люсиль көмекке келеді. Бір қыздың аяғында қасқырдың шағуы бар. Сондықтан ол уақытты босқа өткізбейді және сиқырын пайдаланады. Қыз оны шынымен емдегеніне таңғалады. Ал Люсиль теңізде емшілерге ешкім сенбейтінін түсінеді. Содан кейін басқалары да көмек сұрайды. Аяқтағаннан кейін ол Делилиге емдік сиқырды қатарынан 8 рет қана қолдана алатынын айтады және бұл жеткілікті ме деп сұрайды. Нұсқаушы егер ол оны жеңе алса, бұл жеткілікті дейді. Бред сонымен қатар жаттығу нәтижелерін жақсарту үшін сиқыры таусылғанша осы қабілетті пайдалануды ұсынады. Жас жігіт өзінің бар күш-жігерін салған бұрынғы жұмысын есіне алады. Бірақ қазір ол нұсқаушыға сенген дұрыс деп санайды. Енді ол мұны істеп жатқанда, Люсиль оның жауынгерлік дағдылары бірте-бірте жақсарады деп ойлайды. Сонымен қатар, ол басқаларды емдеген кезде,
оның сиқырлы қабілеті де жақсарады. Ол сиқырды тезірек қалпына келтіру үшін медитация жасай алады. Бұл өте тиімді болып көрінеді. Және Бреттің жанында екенін ескерсек, Люсиль мұны оның сәттілігінің арқасында деп санайды. Кенеттен Бретт Люсильге шындап жаттыққысы келсе, гильдияда тұруды ұсынады. Жас жігіттің ақшасы жоқ, бірақ Бретт оның тегін екенін және күніне 3 рет тамақтанатынын айтады. Бұл шындық болу үшін тым жақсы естіледі. Бірақ Бретт тәжірибесіз авантюристердің өмір сүру деңгейін арттырғысы келетіні белгілі болды, және Люсиль оған бұл мәселеде көмектеседі. Әрине, жас жігіт келіседі. Бірақ тек авантюристерді ғана емес, сонымен бірге көмекке мұқтаж кез келген адамды емдегісі келеді. Сонда Бретт, егер ол сияқты емшілер көп болса, әлем жақсарар еді дейді. Люсиль мұны асыра сілтеу деп санайды, бірақ оны нағыз жаңа бастама деп санайды. Осы кезде нұсқаушы жас жігіттің жаттығу кезінде кетуіне тыйым салады. Алғашында Люсиль осында қалып қояма деп қорқады, бірақ бас тарту жаттығатын жер қалмайтынын білдіреді. Жігіт мұны 1 ай бойы жасауды ұсынады. Ал Бретт жігіттің мұнда қаншалықты пайдалы екенін түсінгенін қалайтынын айтып келіседі. Келісім бойынша Бретт осы айдың ішінде баланы барлық қажеттіліктермен қамтамасыз ететінін айтты. Люсиль гильдия басшысы мұндай шешімге ренжіп қалама деп сұрайды. Бірақ Бретт алаңдаудың қажеті жоқ дейді. Өйткені оның өкілеттігі жеткілікті. Бала енді күніне 3 рет жекпе-жек өнерімен айналысатынына және өз шеберлігін шыңдай алатынына өте қуанышты. Әрине, ол мұны тағы да керемет сәттіліктің арқасында деп ойлайды. Менде осындай шеберлік болғанын қалаймын. Душ қабылдау уақыты келгенде, бейшара Люсиль мұздай судан зардап шегеді. Бірақ Делири оған киім ауыстырып, асханаға бару үшін 1 топ киім береді. Ол лас киіммен не істерін білмейді. Бірақ оны иіскегеннен кейін оның иісінен шошып кетеді. Кенеттен Нанила пайда болып, оған жұмысы үшін және жараланған авантюристерге қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтады. Ол сондай ақ Делиридің одан жас жігіттің киімін жуын сұрағанын айтады. Ол іштей қатты қуанады, бірақ сырттай оған рұқсат бере алмайтындай кейіп танытады. Сондықтан қоян қыз жартылай тұқымдардың киіміне қол тигізгісі келмейтіні туралы қате әсер қалдырады. Бірақ Люсия бұл мәселе емес екенін айтады. Ол жай ғана ол сияқты сұлу қыздың оған киім жуғанын қаламайды. Кенет қыздың құлағы дірілдеп, ол ынтамен заттарды жууға апарады. Жігіт оған рахмет айтады, бірақ бәрібір оның көмегі үшін ақшасын қайтарғысы келеді. Ол асханаға келгенде Люсильді тез арада Делириге шақырады. Және ол бұл компанияның кеші сияқты, бұл бизнес сияқты екенін байқайды. Делиридің үстелі тамақтан жарылып жатыр. Ал ер адам Люсильге мұның бәрі ол үшін екенін айтады. Ол өз қарқынымен тамақтана алады, бірақ бәрін аяқтауы керек. Ал аяқтағаннан кейін жертөледе нұсқаушымен кездесу керек. Бұл да жаттығудың бір бөлігі деп ойлап, жігіт тамақтана бастайды. Бақытымызға орай, оның тамағы дәмді және ол тойғанша қуана тамақтанады. Кейінірек Бретт оған қирандыларды көрсетеді. Люсия қайда тұрады? Және жігіт мүмкіндікті пайдаланып, емделуге мұқтаж адамдар әлі де бар жоғын сұрайды. Ер адам бар деп жауап береді. Бірақ оның жұмысы ертең ғана басталатынын айтады. Жігіт ұйқысы қанады деп төсекке жатады. Бірақ мәселе мынада, ол оңай ұйықтай алмайды. Ол сағат неше екенін сұрағанда, жүйелік сағат 19 сағат 16 минутты көрсетеді. Ал Люциус қазіргі заманға бір адамның ерте ұйықтай алмайтынын біледі. Ол ұйықтай алмайтындықтан, жігіт бұл уақытты өз дағдыларын жетілдіру үшін пайдалануды шешеді. Ол созылу жаттығуларын жасайды, емдік сиқырмен айналысады, медитация жасайды. Содан кейін барлық әрекеттерді қайталайды. Келесі күні Бретт кешкі ас уақыты келді деп есікті қағады. Асханада Люциус оны құлағы Болгар есімді жануарға ұқсайтын адаммен таныстырады. Оны Люсиль қандай да бір себептермен аюмен салыстырады. Ол адамның қай нәсілге жататынын сұрағанда, Галбар өзінің қасқыр екенін мақтанышпен айтады. Бұл жігіттің көңілін қалдырады. Гольберге дайындап жатқан тағамнан басқа, Люсиль ер адамның айтуы бойынша төзімділік, бұлшықет реакциясының жылдамдығы және болатын бір түрлі жағымсыз иісті сусын ішу керек. Әсер 6 сағатқа созылады. Сондықтан Люсиль бұл ойынды өзгертеді деп сенеді. Бірақ Голберг бұл мәселенің қорқынышты дәмде екенін түсіндіреді. Сондықтан оны күшейту үшін оны енді ешкім ішкісі келмейді. Түсіне қарап, жігіттің асқазаны ауыратынына сенімді. Иесі де көмектеспейді. Бірақ күштірек болу үшін ол өзін ішуге мәжбүрлейді. Бұл затқа оның жалғыз тілегі бәрін түкіріп, аузын таза сумен шайып, таза ауамен тыныстау. Бірақ ол мұны аю тәрізді жігіттің қасында жасаудан қорқады. Бір оқпен банка, бейшара бір жұтым ішіп, Гелгарды да, Бродты да таңғалдырды. Содан кейін оның денесі энергияға толып, кофеден кейін маған қарағанда қозып кетеді. Содан кейін Болгар оған тез тамақтанып, Бродқа баруын айтып,
Люсилдің ерік жігері бар екенін атап өтті. Гильдияда бір апталық жаттығудан кейін, бала әлі де оны қатаң түрде жаттықтыруды жалғастырып жатқан шеберді пышақтай алмайды. Люсил оған жаттығуы үшін алғыс айтады. Бірақ ер адамның күліп тұрғанын көргенде, ол қазір бірдеңе болатынын түсінеді. Бред баланы қорғанысқа үйрету үшін тез соққы бере бастайды және оны иегіне ілмекпен 2 метрге ұшуға жібереді. Ол құлап бара жатқанда, Люсил әлі де көп нәрсені үйрену керек екенін түсінеді. Ол жаңадан келген және оның қолынан келетіні үйренуге тырысу. Ол орнынан тұрып, күлімсіреп, Бредтен қайталап көруін өтінеді. Ер адам үшін мұндай азаптың ортасында бұл шаршаған күлімсіреу қорқынышты болып көрінеді. Бірақ бала ақыры нысанаға тиетінін біледі. Люсилдің әлі де күші бар екенін көріп, шебер оған одан да қатты қысым жасауды шешеді. Ал Люсил оның кездейсоқ тозақтың қақпасын ашқанын түсінеді. Бақытымызға орай, олардың жаттығуын мысық қыз тоқтатып, оны сауықтыруды сұрайды. Ол өзін жарты тұқымды егеу құйрық тістеп алғанын айтады. Жараны талдағаннан кейін, Люсил оны емдік сиқырмен емдей алатынын айтады. Бірақ бұл тістеу болғандықтан, ол жұқпалы болуы мүмкін. Сондықтан Люсил оған дәрігерге қаралуға кеңес береді. Содан кейін ол жара толығымен жазылмайынша емдік сиқырды қолданады. Қыз эмоциямен жылайды. Ал Люсилге тағы бір авантюрист келеді. Ол Люсилдің жарты тұқымды емдейтінін айтады. Ал жас жігіт адамдар немесе жарты тұқымдар оның барлық пациенттері деп жауап береді. Мұны естіген жігіт Люсилдің жақсы адам екенін түсініп, егер олар қайтадан көмекке мұқтаж болса, қайтып оралуға болатынын сұрайды. Емші растайды. Кенеттен мысық қыз оны құшақтап, рахмет айтып, қажет болса қайтып келетінін айтады. Осыдан кейін авантюрист Люсилдің Бредпен бірге жаттығатыны таңқаларлық екенін айтады. Өйткені ол жаттығу кезінде мүлдем басқа адамға айналады. Ал авантюристер онымен жаттығудан қашады. Кейінірек, кешкі астан кейін, Голдара Люсилге заттың тағы бір порциясын береді. Ал жас жігіт үмітін үзеді. Дәліздерден өтіп бара жатып, ол басқа адамдардың оған қарап тұрғанын байқап, ештеңе болмағандай кейіп танытуға тырысады. Ұйықтар алдында ол таңғы 7-ден кешкі 7-ге дейін жаттығу тәртібі, күніне 3 мезгіл тамақтану және түнде сиқырды бақылау және қолдану сабағы туралы ойлайды. Ол бұған үйреніп қалған және өзінің аналитикалық қабілетінің арқасында оның шынымен де жақсарып келе жатқанын байқайды. Люсил үшін бұл қазірдің өзінде толыққанды өмір салты, бірақ ол неге оны бақылап отырғанын түсінбейді. Таңертең ол Бредпен Голдарға оның соңынан ерген адамдар туралы айтып береді және олар бұл затты Бредпен бірге ішуге тырысады. Өйткені ол мұнда жауапты. Уақыт өте келе, Люсил онымен көбірек адамдар сөйлесе бастағанын байқайды және бұл оның авантюристерге үйренуіне көмектеседі деп үміттенеді. Жаттығу кезінде ол садақ атуды бастады, бірақ ол сәтті болмады. Әзірге ол тек тастарды лақтырып жатыр. Өйткені форт оған нақты қаруды қолдануға рұқсат бермейді. Бірақ ол бір айдың ішінде ештеңе үйренбегенін көреді. Ол көшеде төбелесу үшін әлі көп жол бар екенін түсінеді. Бірақ ол қатты жаттығуды жалғастыруда. Алайда шетелде мұның бәрі сұрақ туғызады. Өйткені ол ешбір нысанаға жете алмайды. Жаттығудан басқа, хазатының мөлшері де, емделу туралы өтініштердің саны да артты. Мен жұмысқа орналасуға келгенде, бірақ ақшасы болған кезде қайтып ораламын. Мұны естіген Брод жігіттің мұнда келгенде ақшасы мүлде жоқ екенін есіне алды. Содан кейін Люсил емшілер гильдиясына әлі де ақша төлеуге тура келетінін түсіндіреді. Бред, егер оның ақшасы бар болса, не істер еді деп сұрайды. Мысалы, нұсқаушы оған 1 жылдық оқу ақысын төлеуге ақша берсе. Люсияның айтуынша, ол оқу ақысын төлеу үшін қайтып оралғысы келетін шығар. Род Люсилдің арқасында авантюристердің өлімі айтарлықтай төмендегенін, сондықтан ол бұл ақшаны бонус ретінде қарастыруы мүмкін екенін айтады. Алғашында жігіт мұны тым көп деп санайды. Бірақ шебер оның жауынгерлік шеберлігі әлі де балалық шақ екенін айтады. Сондықтан Род оған осы ақшамен төлеуге келсе, жаттығуларын жалғастыруды ұсынады. Жігіт келіседі. Ал басқа авантюристер оның қайтып оралуын күтіп, оған сенетіндерін білдіріп жатқанын айтады. Емшілер гильдиясында әкімші бұл ақшаның 1 жылға созылатынын көреді. Бірақ жігіт сенімді ме деп сұрайды. Өйткені егер ол жоғарыласа, оған көбірек төлеуге тура келеді. Бірақ жігіт өз дәрежесін жоғарылатудың орнына тәуелсіз болу үшін күштірек болғысы келеді. Бірақ содан кейін ол мұны жалғастыру керектігін айтады. Ол авантюристер гильдиясына оралғанда, Люсил оны күтіп тұрған Родпен кездеседі. Бірақ ол жай ғана өтіп бара жатқандай кейіп танытады. Содан кейін ер адам Манелиге жігіттің шытырман оқиғалы картасын жаңартуды бұйырады. Бұл Люсилге таңғалдырады. Өйткені ол мұны істеу үшін оның рұқсаты қажет деп ойлады. Бірақ уақытты босқа өткізгісі келмей, шебер оны ұстап алып, енді келісім шарт туралы алаңдамау керектігін айтады. Кешкі ас кезінде Рот оған кітап әкеледі. Бұл төмен деңгейлі заклинание кітабы гильдияға сыйлық және көмек болып табылады.
Өйткені оған емдік және детоксикация заклинаниялары қажет. Рот оларды меңгергенін қалайды және Люсильден үйренуін сұрайды. Жігіт бұл қатал көріністің астында шебердің аздап сентименталды екенін түсінеді. Ол оған алғысын білдіреді және көп жұмыс істеуге уәде береді. Бірақ көңіл күйі нашарлайды. Өйткені дәрмекті қайтадан қабылдау уақыты келді. Бұл өте үлкен құмыра. Оны екі қолымен ұстауға тура келеді. Ал дәмі соншалықты қорқынышты. Ол Бретке ашуланып, бірінші курста шеберді ұрып соғып, кек алғысы келеді. Бір күні Брет Люсильге демалыс береді. Бұл жігіттің бірінші демалыс күні, бірақ оның шаруасы жоқ. Мұны білген Брет оған қасапханадағы құбыжықтарды союға көмектесуге кеңес береді. Ол гильдия дәліздерімен қасапханаға жеткенше жүреді. Ол жерде Голгарға ұқсайтын жігітті кездестіреді. Қасапшы оған көмектескені үшін алғыс айтып, өзін Галба деп таныстырады. Ол өте мейірімді және көп ұзамай Галгардың ағасы екенін айтады. Содан кейін олар жұмысқа кіріседі. Сөмкеден қасапшы оған сыймайтын үлкен қабанды алып шығады. Бірақ Галба оның сиқырлы сөмке екенін түсіндіреді және Люсиль оның қиял әлемі екенін есіне алып, шошып кетеді. Содан кейін Галба пышақты алып, кесуге кіріседі. Люсиль көргеніне ыңғайсызданып қалады. Бірақ ет кесілген кезде оған қарау оңайырақ болады. Бала мұның тез жасалғанын түсінеді және Галба мұны бірнеше рет жасағанын түсіндіреді. Люсиль барлық ет асханаға түсе ме деп сұрағанда, қасапшы оның бір бөлігі шығындарды жабу үшін қаланың басқа гильдиялары мен қасапханаларына жіберілетінін айтады. Галба сонымен қатар Люсильдің оған қасапшылық тәжірибесін алуға көмектесіп жатқанын, сонымен қатар бұл жерге әртүрлі құбыжықтар кіретінін айтады. Ал Брет олардың әлсіз жақтарын біліп, дұрыс шабуыл жасауды үйренгенін қалайды. Осының арқасында жігіт шебердің одан құбыжықтармен күресуін күтетінін түсінеді. Галба нұсқаушы бұл Люсильге емші ретінде сапарға шыққанда аман қалуға көмектеседі деп сенеді деп ойлайды. Ол сондай ақ қазір жаттығуға өзі сияқты байыпты қарайтын жаңадан келгендер аз екенін айтады. Бірақ шын мәнінде Люсиль тым ерте шығарылғысы келмейді. Гала бұл кез келген авантюристке қатысты деп түсіндіреді. Бірақ олардың көпшілігі батыр болуға тырысады және шайқасқа асығады. Нәтижесінде олар тез жеңіліп қалады. Люсильдің арқасында жаңадан келгендердің өлім-жітім деңгейі төмендеді. Әдетте ауыр жарақат алғандар өздерінің ерекше емес екенін кеш түсінеді. Бірақ қазір оларды жаңадан келген емші құтқарады. Люсиль бұған қуанышты, бірақ қасапханадағы келесі жұмысқа кірісетін кез келді. Ал балаға қоянды мүйізімен пісіру тапсырылды. Қасапшы оған мұның қалай жасалғанын көрсетеді. Бірақ мұны ешқашан жасамаған адам үшін бұл қиын. Жануар өліп қалғанымен Люсиль әлі де күйзеліске ұшырайды. Күннің соңында ол жеген тамағына әлдеқайда риза болады. Асханада Голберт оған киімін ауыстыруын айтады. Өйткені оның киімдері қанға боялған. Киімін жуып жатқанда бала өткен өмірінде үнемі ет жейтінін есіне алады. Бірақ бұл бірінші рет ет пісіріп жатқан адамның реакциясы. Кенеттен Неллаға келіп, оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Ол иә деп жауап бергенімен, жігіт әлі де қоян туралы ойлайды. Әсіресе оның алдында қоян қызды көргенде. Ол оның қасапханада бірінші рет жұмыс істегенін біледі. Сондықтан бұл қиын болғанын елестетеді. Қыз да оның ойлағаннан да шаршағанын біледі. Оның айтуынша, жаңадан келгендер кейде бірінші жекпе-жегінің алдында қатты уайымдайды. Олар құбыжықтарды еш қиындықсыз жеңсе де, жалғыз қалғанда шаршай бастайды. Сондықтан ол гильдия үшін істеп жатқан істері үшін алғыс айту үшін оны тексеруге келді. Люсиль де оған жасаған істері үшін алғыс айтады. Кейінірек кешкі ас беріледі және бұл Люсиль жасаған қоян бұқтырмасы. Ол оны қатты жақсы көреді. Бірақ Галвер есірткі ұсынып, оның көңіл күйін түсіреді. Біраз уақыттан кейін оның тағы бір демалыс күні бар және оған тағы ештеңе қалмайды. Қазіргі кездегі басты мәселе оның сиқыры баяу дамып келеді. РПГ сияқты, ол деңгейге көтерілген сайын келесіге жету қиындай түседі. Кенеттен оның қасына Аннела, Малина және әкімші Марнел есімді қыздар келеді. Олар оған әлі білмейтін нәрселерінде көмектескісі келеді және бұл күдікті. Қыздар оны дәлізге апарады және ол мұны басқа авантюристер көруі мүмкін деп қорқады. Бірақ қыздар оған шынымен де үйренуге көмектескісі келеді. Манелла құбыжықтар туралы кітаптар әкелді. Ринелла әр елдің заңдары, діндері және мифологиясы туралы кітаптар әкелді. Алтанқурай өсімдіктер, саңырауқұлақтар, қыналар және басқа да жаңадан бастаушыларға арналған медициналық кітаптар туралы кітап әкелді. Бұл оның үйренуі керек білім салалары. Сондықтан ол Марнелдің кітаптарынан бастауды шешеді. Осыдан кейін Марнел мен Мелина кетіп қалады. Ал қалғандары онымен бірге қалады. Өйткені олар оның не таңдайтынын білгісі келді. Жігіт қыздар оны мазақ еткісі келеді деп ойлайды. Ол сабақты бастайды және Сашау республикасында бұл марафон деп аталатынын түсіндіреді. Бұл республикада емшілер гильдиясы орналасқан. Ал қасиетті Шаул қаласында гильдияның штаб пәтері
қызметін атқаратын қамал бар. Бұл әлемдегі құлдық жойылған жалғыз жер. Бұл ақпарат баланы таң қалдырады. Бірақ оның осында болғаны бақытты. Осылайша Люсиль демалыс күндері оқуын бастады. Ол жаттығумен, емдеумен, оқумен және басқа да жұмыстармен әлек болды. Артына қарап үлгермей жатып, жарты жыл өтті. Бір күні Люсиль Марнелл мен Мелинамен бірге гильдияның айлық табысы бар тақтаны тексереді, және олар ақ қасқырдың ұрпақтары тобының өте табысты екенін көреді. Қыздар оған қатты қарайды. Ол оны жалғыз қалдыруын өтінеді. Бірақ бұл олардың оны одан сайын мазақ етуіне себеп болады. Кенет Мелина Люсильдің киімінің оған кішірейіп кеткенін байқады. Жігіт шынымен бұлшық еттерін шынықтырды. Ол Эланың сүйемелдеуімен дүкенге барады. Ол оған серіктестігі үшін алғыс айтады. Бірақ егер ол қайда бару керектігін түсіндірсе, жалғыз өзі бара алатынын айтады. Бірақ қыз бұл қауіпті болуы мүмкін дейді. Олар дүкенге кіріп, киім сатып алады. Жігіт оған көмектескені үшін және бәрін төлегені үшін алғыс айтады. Бірақ қыз ақшаны нонсенс бергенін мойындайды. Қалай болғанда да, бала бұл дүниеде алғашқы сатып алуларын жасағанына қуанышты. Кенет олар әйелдің айқайын естіп, Люсиль аллеяға жүгіріп барып, жерден жараланған Мониканы тауып алады. Оны гильдияға апарады, және ол есін жиған кезде Люсиль Манелла оған қарайды. Моника не болғанын білмегендіктен, ол оны қалай тапқанын және бастапқыда емдік сиқырдың қалай жұмыс істемегенін түсіндіреді. Сондықтан ол детоксикация сиқырын қолданды, бұл оның сауығуына көмектесті. Сондықтан біреу одан құтылу үшін уланған қаруды қолданған. Манелла бұл жалдамалар болуы мүмкін деп ойлайды. Ал Моника оларды қандайда бір емші жалдаған болуы мүмкін деп санайды. Ол досының емханада емделіп жатқанын, бірақ ақшасын төлей алмай, сатылып кеткенін айтады. Люсиль бұл жерде құлдыққа тыйым салынғанын, бірақ басқа елдерде құлдыққа тыйым салынғанын айтады. Моника бұған ашық қарсы болғандықтан, ол кек алудың нысанасына айналған болуы керек. Люсиль мұны қай емші жасаған болуы мүмкін деп сұрайды. Ал Моника бұл Мирондағы ең үлкен емшілер клиникасын басқаратын Бадакули есімді жігіт деп ойлайды. Моникаға тағы да шабуыл жасалады деп қорыққан Люсиль Ненеладан бәрі реттелгенше авантюристер гильдиясында қалуына рұқсат беруін сұрайды. Ол авантюрист емшілердің тіл табыса алмайтынына алаңдайды. Бірақ Люсиль бәрі ойдағыдай болады деп ойлайды. Әсіресе Мониканы басынан бастап қабылдағанын ескерсек. Кейінірек бала бұл дүниеде өмірдің құндылығы шамалы болып көрінетіні туралы ойлайды, және бұл оны көп жұмыс істеуге итермелейді. Өйткені оның өмірін сақтап қалуға күші бар. Моника оған көмектескені үшін алғыс айтады, және емделу үшін қанша қарыз екенін сұрайды. Бірақ ол басқа емшілер сияқты өз-өзіне қызмет етпейді, және мұны оның мейірімділігі үшін төлем ретінде қарастыруды сұрайды. Люсиль де оны Галгардың тамағымен кешкі асқа шақырады. Бұл Мониканы таң қалдырады және оған әсер етеді. Бір айдан кейін оған шабуыл жасаған адам тұтқындалады. Бірақ жалдамалы мен емші арасында ешқандай байланыс табылмайды. Соған қарамастан, Моника авантюристер гильдиясында жұмысын жалғастыруды шешеді. 2 айдан кейін Бред Люсильге келіп, бірнеше ауыр жараланған авантюристерге көмек сұрағанша, біраз уақыт бәрі тыныш болды. Олар құбыжықтың қатты соққысына ұшырады. Көптеген адамдар жарақат алды. Бірақ Бред Базден және уланған басқа жігіт сияқты жағдайы нашар адамдарға көмектесу үшін жолға шықты. Ал үшіншісі терең жарасынан қатты қан кетіп жатқан. Қанды тоқтату мүмкін болмағандықтан, Лусио қатты қансырап жатқан адамнан бастауды ұйғарды. Бірнеше заклинаниеден кейін ол осы авантюристі емдей алды. Бірақ қалған екеуін жасайтын уақыт келгенде, оның басы айналып, есінен танып қала жаздады. Емші бар сиқырын жұмсаған болып шықты. Рот сиқырлы дәріні алып шықты. Ол бұл бөтелкені қайдан алды? Бақытымызға орай, бұл сусын қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан оны ішкеннен кейін жігіт авантюристердің денесін сауықтырып, детоксикациялай алды. Жағдайы ауыр адамдарды құтқарып жатқанда, Люсиль күшін жоғалтып, есінен танып қалды. Ол өз бөлмесінде оянды, оның жанында Нила ұйықтап жатыр. Люсия ақ қасқыр тұқымының 3 мүшесін құтқарып үлгерді, бірақ кейбір авантюристер аман қалмады. Жігіт өзінің құдіретті емес екенін біледі, бірақ оның бәрін құтқара алмағанын түсіну оған ауыр тиеді. Бұл ауырсынуды жеңілдету үшін ол 1 жылдық жаттығудан кейін одан да көп жұмыс істейтініне ант береді. Жаттығу жылы аяқталғанда ол күй мәзірін қайта ашады және оның қаншалықты өскенін, сиқырды басқару және қалпына келтіру дағдыларын жетілдіргенін, сондай-ақ қауіпті анықтау, сал ауруына қарсы тұру, әлсіреуге төзімділік және Б сияқты басқа қабілеттерді дамытқанын көреді. Осы өсудің арқасында күй мәзіріндегі тізім айтарлықтай кеңейді. Ол қазір 16 жаста, бірақ оның жақсы немесе жаман екеніне сенімді емес. Жігіттің шашы қазір сәл ұзарып кеткенін көріп тұрмыз. Бредпен сөйлескенде, Люция өзінің шеберлігінде онша ілгерілемегенін мойындайды. Бірақ мұғалім оның жақсарып келе жатқанын айтады. Бала әлі күнге дейін Делиридің шабуылын болжай алмайтынын, немесе оған соққы бере алмайтынын айтады. Бірақ мұғалім олардың тәжірибесі мен қабілеттерінің әртүрлі деңгейлері бар екенін айтады. Оны мазақ ету үшін ер адам тіпті егер Люция оны ұралса,
онда ол бірнеше күн бойы есеңгіреп төсекте жатқанын айтады. Бар болғаны 1 жыл өтсе де, бала бар күшімен жаттыққанын айтады және мұғаліміне жаттығулары үшін алғыс айтады. Енді ол құбыжықпен бетпе-бет келсе, қашып құтыла алатынына сенімді. Боб құбыжықтардың алдында өзін сенімді сезінемін деп ойлады. Ақырында мұғалім неге Моника сияқты гильдияда жұмыс істегісі келмейтінін сұрайды. Бірақ Люсия ақша тауып, жаңа заклинаниелерді үйренгісі келеді. Оның жоспары көп адамның өмірін сақтап қалу үшін көбірек білу. Ол емханаға жұмысқа орналасып, заклинание кітабын сатып алып, сиқырды меңгеріп, одан ақша таба бастағанша жұмыс істегісі келеді. Және бұл процесте ол адамдарды емдеуге жұмсамайды. Бред бұл оған қатты ұқсайтынын айтады және бұл тамаша жыл болғанын қосады. Осы қоштасудан кейін Люсия шытырман оқиғаны іздеушілер гильдиясынан шығып, жаңа шытырман оқиғаларға дайын болды. Енді Люсия шытырман оқиғаны іздеушілер гильдиясынан кеткеннен кейін ол емшілер гильдиясына оралады. Онда ол жартылай ұйықтап жатқан Кураны табады. Ол қызбен амандасады, бірақ ол оны көргеніне қатты қуанбайды. Куру Люция Мониканы авантюристер гильдиясына әкелгеннен бері оның орнына біреуді табуға тырысып жатқанын, бірақ ешкім келмегенін түсіндіреді. Соған қарамастан, Люция гильдияда көбірек адамдарды жалдау үшін көп жұмыс жоқ екенін байқайды. Ол Курураны Моникаға бұдан былай қауіп төніп тұрған жоқ деп сендіреді және ол біраз тынышталады. Куруру оған емші картасын қалпына келтіруге көмектеседі. Біраз уақыттан кейін қызыл шашты қыз бөлмеден жүгіріп шығып, Люсилге не болғанын сұрайды. Ол оның қандай сынақтардан өткенін және осы уақыт ішінде не істегенін сұрайды. Люсил авантюристер гильдиясында болғанын айтқан кезде қыз тынышталады. Ол одан егжей-тегжейлі айтып беруін сұрайды. Ал Люсил өткен жылы не бастан өткергенін қысқаша сипаттайды. Карю азап шеккенді ұнататынын сұрайды. Бірақ Люсил жарақат алмас үшін қорғаныс қабілетін жақсартқысы келетінін айтады. Ол сондай-ақ тәжірибеден өту оның қасиетті сиқырлы қабілеттерін дамытудың ең жақсы жолы болғанын айтады. Мұны естіген Крюгер оны емханада тәжірибеден өтуге және ол үшін ақы алуға шақырады. Бірақ Люсил жаңадан бастағандар үшін тәжірибе маңыздырақ деп санайды және ол ақшаға емделу мен қанағаттанарлығы емделу ақысын алуды ажыратады. Сол кезде ол Моникаға жасалған шабуылды есіне алып, емшілер гильдиясының бәрін басқара алмағанын айтады. Ақырында Люсил оның өткен жылғы мақсаты қорғануды үйрену екенін түсіндіреді және ол мұны істей алмаған соң Курурудан кешірім сұрап, онымен келіседі. Люсил де тәкаппарлығы үшін кешірім сұрайды. Бірақ азап шеккенді ұнатпайтынын айтады. Осы әңгімеден кейін Куру оны сыныбына көтере алатынын, бұл оның ақысын көтеретінін, сонымен қатар оған FC сыныбының жетілдірілген емле кітаптарын сатып алуға мүмкіндік беретінін айтады. Мәселе мынада, мұның бәрі 90 күміс тиынға тұрарлық. Люсио оқу ақысын, кітаптарды жалға алуды және басқа да шығындарды ескере отырып, қазір қалай күн көретінін ойлай бастайды. Ол үшін оған жұмыс керек. Сондықтан емханалар туралы білуді ұйғарады. Кенет гильдияда бір қап тиын ұстаған шебер Бред пайда болып, Люсионы 1 жыл бойы авантюристер гильдиясына ауыстыруды сұрайды. Нұсқаушы тіпті оған жалақы төлеуге дайын және оның гильдияның тұрақты мүшесі болғанын қалайды. Бұл ұсыныс Люсияға өте ыңғайлы болып көрінеді және ол келіседі. Куру уайымдайды. Бірақ ол Бредтің жекпе-жек өнерінің нұсқаушысы және сенімді адам екенін түсіндіріп, оны жұбатады. Сондықтан қызметкер оған авантюристер гильдиясына ауысуға рұқсат береді. Үйге оралғанда Люсио авантюристерден тез оралғаны үшін бірнеше рет мазақ алады. Бірақ қазір ең бастысы 1 жыл ішінде алған жаңа кітабымен мүмкіндігінше көп сиқырды үйрену. Көп ұзамай Рот жас жігітті кешкі асқа шақырады. Олар асханаға барады. Онда барлығы қазір гильдияда ресми түрде жұмыс істейтін Люсилмен кездесуге дайындалып жатыр. Голдер ұсынатын бірінші нәрсе бұл кеш бірінші тостан кейін ғана басталатынын айтатын зат. Содан кейін Люсио қысқа сөз сөйлейді және бәрі хазатының иісіне байланысты тыныссыз тыңдайды. Содан кейін ол оны бір жұтыммен ішеді. Бөлмедегілердің барлығын таңғалдырды, бірақ шын мәнінде ол бұл сусынды барлығының да қолданып көргенін қалады. Содан кейін ол жалғыз тамақтанады. Өйткені оның иісі қатты болғаны сонша адамдар алыстап кетті. Осы кезде Базин өз тобымен бірге келіп, Люсилден еркектерді ұнатама деп сұрайды. Базин осындай қорытындыға келді. Өйткені Люсил үнемі жаттығумен айналысады және ешқашан гильдиядағы қыздардың ешқайсысымен кездесуге тырыспаған. Бірақ Люсил егер ол менсінбейтін бірдеңе жасаса, Бред оны тоқтататынын және Базин онымен келісетінін түсіндіреді. Оның үстіне, өткен жылы Люсил өзінің өмір сүру мүмкіндігін арттыруға көп көңіл бөлді. Сондықтан оның әйелдерге уақыты болмады. Оның бұрынғы ауылында адамдар мұндағыдай қаруланбаған екен, сондықтан ол аздап қорқады. Ол Базинмен алғаш рет кездесіп,
суға батып кете жаздаған кезде мысал келтіреді. Содан кейін авантюрист Люсильге қазіргідей ешкім шабуыл жасайды деп ойламайтынын, бірақ қажет болған жағдайда көмек сұрай алатынын айтады. Секирот есімді тағы бір авантюристе бұл идеяны қолдайды, бірақ қазір ол Люсильден қызды ұнатама деп сұрайды. Өйткені ол онымен қандай да бір жолмен көңіл көтеруді жоспарлап отыр. Осы әңгімеден кейін Моника келіп, Люсильден емшілер гильдиясы туралы сұрайды. Жас жігіт оған Курурудың жағдайы жақсы сияқты екенін айтады. Ол сондай ақ Мониканың авантюристер гильдиясында қалуды ұнататынын сұрайды, және ол иә деп жауап береді. Өйткені ол авантюристермен және Люсильмен көп уақыт өткізе алады. Бұл оған өте ұнайды. Ол оған шын жүректен алғыс айтады. Өйткені бұл оны құтқаруының арқасында ғана мүмкін болды. Осы кезде Люсиль оның бетіне тиіп кете жаздады. Бірақ олар әңгіме тақырыбын тез өзгертеді. Артында тұрған авантюристер аздап қызғанышпен қарайды. Бұл арада басқа жерде авантюристер гильдиясында емші болғаны үшін біреу қаржылық жағынан зардап шекті. Гильдияда жаттығу кезінде бұл адамның кім екенін анықтау үшін ұзын бойлы, мұртты және таза адам пайда болады. Люсильмен кездескенде ол оған өте дөрекі сөйлейді. Бұл адам Мари Тойдың Бадакули есімді ең күшті клиникасының меңгерушісі. Мұны естіген Люсиль Моникаға шабуыл жасалғанын есіне алып, шабуылдың ықтимал кінәсі ретінде оның есімін атады. Таз адам Люсильге авантюристер гильдиясынан кетуге және оның клиникасында жұмыс істеуге мәжбүрлеуге тырысады. Бірақ жас жігіт емшілер гильдиясының ресми аудармасымен осындай екенін түсіндіріп бас тартады. Бұл адамның ашуын туғызады. Бірақ Люсиль оның тобына не үшін бару керектігін сұрайды. Баракали Люсильдің гильдияға келуімен оның клиникасындағы науқастардың саны күрт азайғанын айтады. Люсиль клиниканың адам өмірін сақтап қалатын орын екеніне қарсылық білдіріп, қай науқастар осындай беделі төмен жерге баратынын сұрайды. Бұл ер адамды ашуландырады. Бірақ Люсиль ақымақ емес, және ол Бадакалидің емші ретінде тәжірибесі мол екенін айтып, емдеу бойынша кеңес сұрайды. Ер адам тәжірибелі деп танылғанына қуанышты және тез жауап береді. Люсиль сынықтары немесе ауыр сырқаттары бар науқастарға қолданатын сиқыры туралы сұрайды. Ер адам жоғары деңгейдегі емдеуді қолданып жатқанын және ол үшін 30 алтын тиын алатынын айтады. Люсиль олар төлей алмаған кезде не болатынын сұрағанда, ер адам аздап адасып қалады. Және ол әрқашан ақшаны ала алатынын айтады. Әрине, Люсиль бірден адамдарды төлей алмаған кезде басқа елдерге сатуды ұсынады және жеңіл жарақаттарды қарапайым заклинание арқылы емдеуге болатынын айтады. Емдеу немесе жақсартылған емдеу. Бұл адам тәкаппар болды. Өйткені ол адамдардың не төлей алмайтынына мән бермейді және ол әрқашан жоғары деңгейдегі сиқырды пайдаланады. Ол ешкімнің шағымдануға құқығы жоқ деп санайды. Өйткені ол олардың өмірін сақтап қалды. Бұл оның шынайы болмысын ашады. Люсиль адамдарға әділетті қарауды талап етуді жалғастыруда. Өйткені емдік сиқыр бұл адамдарға көмектесуі керек бата. Кенеттен таз адам Люсильдің жас кезінде оған ұқсайтынын айтады. Бірақ ол Люсильге ешқашан шабуыл жасалмағанын елестетеді. Бірақ ол біреуді емдеуге тырысқанымен сиқырдың жоқтығынан сәтсіздікке ұшырады. Люсиль Бадакалидің тәжірибелі емші ретінде өзі сияқты бастағанын және оның жүрегінде әлі де мейірімділік бар екенін елестетеді. Люсиль Сакидің одақтастары болмағанын және сатылған адамдардың отбасылары болуы мүмкін деп ойлағанын сұрайды. Ер адам барған сайын ашуланады. Ал Люси оның күші көп болу керек екенін түсінеді. Бірақ егер адамдар әлі де оның клиникасынан аулақ болса, онда басқаруда қандай да бір проблемалар бар. Шыдамы таусылған Баракали күзетшілеріне жас жігітті өлтіруді бұйырады. Бірақ сол кезде Форд пайда болып, таз адам мен оның адамдарын қорқытады. Люсиль оған көмектескені үшін алғысын білдіреді. Ал тәлімгер оның артынан ер адам келеді деп күтпегенін айтады. Біраз уақыттан кейін біреу Забодидің көз жігеріне зиян тигізуі мүмкін деп алаңдап, Рот енді оны емші ретінде емес, тек рыцарь немесе гладиатор ретінде үйрететінін айтады. Шын мәнінде Люсиль спартандық білім алады. Оның жаттығуларының қарқындылығы 2 есе артады, тамақ мөлшері артады және хазатын қабылдайды. Жас жігіт қарсылық көрсетеді, бірақ шебер қалжыңдамайды. Жаңа жаттығу басталады және күткендей Люсиль қатты қиналады, бірақ ол бас тартпайды. Сондықтан авантюристер оны өлмеген деп санай бастады. Қазір бәрі оны мазохист, зомби деп мазақтап жатыр. Бұл оны тітіркендіреді, бірақ ол соңғы уақытта көбірек адамдар жаттығып жатқанын енді ғана түсініп жатыр. Моника оған адамдар одан үлгі алатынын айтады. Келесі күні Форд Люсильдің тосқауыл сиқырын қолдана алатынын тексеріп, одан сиқыр жасауды сұрайды. Жас жігіт сиқыр жасайды, ал шебер оны ескертусіз құлатады. Сондықтан ол иесінен танып қалуы керек еді. Бірақ бұл жағдайда ол көп зиян тигізбеді. Ер адам мұны тосын шабуыл деп санауға болатынын және осы уақытқа дейін Люсиль жаттығу кезінде ауырмағанын түсіндіреді. Сондықтан жаттығу тәртібі өзгеріп, Люсиль нағыз жекпе-жек үшін
қылыш пен қалқанды қолдана бастайды. Брод жаттығудың бірінші жылында өзінің дене шынықтыруын жақсартқанын және енді шәкірт бола алатынын байқады. Бұл Бродтың осы сәттен бастап Люсильдің тәлімгері болғанын қалайтынын білдіреді. Тағы бір өзгеріс, ол енді сандарға ілініп қалмас үшін оның статистикасын тексеруге рұқсат етілмейді. Тәлімгер сандарға ұмтылу оның шынымен күшті болу үшін не қажет екенін ұмытып кетуі мүмкін екенін түсіндіреді. Ол адамның қандай мінез құлқы болса да, ол бірден өлімге әкелетін соққыдан өлуі мүмкін екенін айтады. Егер Люсиль қорғанысқа дайын болмаған кезде, оған осал жерде шабуыл жасаса, тіпті фортты да жеңуге болады. Сондықтан осы сәттен бастап жаттығулар шынайырақ болады. Соның ішінде қылыш пен қалқанмен күресу, жекпе-жек өнері, найзамен күресу, садақ ату және әрине, ол сиқырды үйрену мен жаттықтыруды назардан тыс қалдырмайды. Біраз уақыттан кейін капюшон киген адам Бадик-Алиге Люсиль туралы хабарлайды. Ер адам ренжіді, өйткені Люсиль 1 сағаттық емделу үшін 1 күміс тиын ғана алады. Бұл оны ашкөздікке итермелейді. Солай емес пе? Таз адам ақша табуды жалғастыру үшін өз дағдыларын пайдаланудан бас тартады. Кенет оның ойына бір ой келіп, Люсильдің емделу ақысын алып жатқаны және бұл оның бизнесіне зиянын тигізетіні туралы хат жаза бастайды. Хатта ол тіпті жас жігітті басқа жерге ауыстыруды ұсынады. Ол капюшон киген адамға құжатты емшілер гильдиясына тапсыруды бұйырады. Идея мынада, Люсиль оның таз адамның кесірінен ауыстырылғанын білсе де, бұл оның беделіне әсер етпейді. Және бәрі өз орнына келгенше 1 жыл шыдай алады. Осыдан кейін ер адам қатты күле бастағаны сонша, оның тамағы қысылып қалады. Бадик-Алимен сөйлескеннен кейін 6 ай өткен соң, ол мастер Бродпен кешкі ас ішеді және тым тез тамақтанғандықтан тамағына тұншығып қала жаздады. Соған қарамастан ол тамақты жұтып, керемет жылдамдықпен жей береді. Осы кезде аспаз Гадар жас жігіттің дене бітіміне келгенін айтады. Ал нұсқаушы келіседі. Аспаз сонымен қатар адамдар Люсильді көшеде жүргенде емші ретінде танымайтынын айтады. Өйткені емшілер әдетте ұрысқа дайындалмайды. Люсиль уақыт келді дейді және ол тіпті пышақтардан қорқуды жеңгенін мойындайды. Өйткені ол жаттығу кезінде бірнеше рет жарақат алған. Бред түсіндіреді. Егер Люсиль оның шабуылдарын болжауға тырысса, ол анда-санда өзіне зиян тигізеді. Кем дегенде, бұл оған өз өмірін қорғай алатынына сенімділік берді. Бұл әңгіме аспазды біраз таңғалдырды. Бірақ ол бұл екеуінен кем ештеңе күтпеді. Оларды жын иесі және мазохистік зомби шәкірті деп атады. Люсиль мазохистік зомби деп аталуды ұнатпайды. Бірақ лақап аты жабысып қалды. Фортқа келетін болсақ, ол өзін неге жын деп атайтынын түсінбейді. Өйткені ол өзін өте мейірімді жігіт деп санайды. Галгар мен Люсиль бұған күмәндануда. Кенеттен Нанила пайда болып, жас жігітке хат береді. Аспаз оларды бір-біріне жақындады деп ойлайды. Бірақ жастар мұны жоққа шығарып, олардың арасында ештеңе жоқ екенін айтады. Содан кейін Форт хаттың кімнен екенін сұрайды. Ал Люсиль оның Широттың қасиетті шіркеуінің штаб пәтерінен екенін көреді. Бұл шын мәнінде сынақ. Хатта Люсильдің қасиетті шіркеудің штаб пәтеріне жұмысқа ауысуы керектігі айтылған. Өйткені ол жас кезінде қасиетті сиқырдың 5-ші деңгейіне жеткен. Сондай-ақ, олар оның өмірін сақтап қалуға тырысқаны үшін ұсыныс алғанын, бірақ авантюристер гильдиясымен келісім туралы білетінін айтады. Сондықтан ауысу келісімшарт мерзімі аяқталғаннан кейін 6 айдан кейін ғана жүзеге асырылады. Мұны естіген Брод Булбат Күлидің шытырман оқиғалы гильдияда емделуіне жол бермеу үшін жасаған әрекеті екенін түсінеді. Ауысуға әлі 6 ай қалды. Сондықтан Брод спартандық жаттығулардан басқа жас жігіт көмекке мұқтаж науқастарды емдеуді жалғастыратынын айтады. Жеңіл жарақат алған адамдардың санына шектеу қойылмайды. Люсиль бұл сынақты қабылдайды. Бірақ оның маназының таусылып бара жатқанын тез сезіне бастайды және ол шынымен де нағыз зомби бола алады деп ойлайды. Емделуді күтіп жүрген адамдар әлі де бар болғандықтан, Голдберг сиқырлы емдеуге аздап көмектесетін Хаз атымен бірге келеді. Сондықтан бейшара адам емделуін жалғастыру үшін оны ішеді. Біраз уақыттан кейін аспаз Бреттің де керемет формада екенін, тіпті жас көрінетінін байқайды. Бред өзінің де таңғалғанын айтады. Бірақ Люсильдің жаттығуларының арқасында оның жауынгерлік шеберлігі 7-ші деңгейге көтерілді. Галбар Бреттің ескі лақап аты торнадо туралы және оның жауынгерлік шеберлігі мен сыдыласының жылдамдығына ие болғаны туралы түсініктеме береді. Сондықтан оның одан да күшті болған әсерлі. Аспаз зейнеткерлікке шыққанша күтсе, С сыныбына жетуі мүмкін деп ойлайды. Бірақ бұл енді маңызды емес. Содан кейін Галбар тақырыпты өзгертіп, Люсильдің бұл затты үнемі ішетінін айтады. Шындық мынада, ескі мәтіндерде бұл денені күшейтеді және өнімділікті жақсартады. Бірақ оның шынымен жұмыс істейтінін ешкім білмейді. Дегенмен, жас жігітке тоқта деп айту тым кеш. Олар бұл шынымен көмектесетінін білмейді. Бірақ кем дегенде Люсиль бастапқыдағыдан да күштірек. Галбар сондай-ақ жігіттің бұл затты ішкеннен кейін қатты тыныс алатынын айтады. Ол есіне алады. Тіпті кедей адам
Бұл затты ішкен кезде қыздар да иістен аулақ жүреді. Кенеттен Голдбергтің ағасы Галба орындалған миссия туралы есеп беру үшін пайда болады. Ол тасымалдау кезінде Люцельдің қауіпсіздігі туралы келіссөздер жүргізді. Сонымен қатар, ол мұның бәрінің артында Бадакали тұрғанын растады. Емшілер гильдиясының басшысы көп ақша алатындықтан, келесі қадам оны базардан шығару болады. Осыдан кейін ер адамдар Люцельдің өте жақсы адам және өз ісіне берілген жігіт екендігі туралы айтады. Сондықтан олар оған ұқсайтын адамды елемеуге болмайды. Гулливер жігіттің нәтижелері туралы сұрағанда, Бред ол E класындағы сарбаздармен, тіпті кейбір құлықтармен, тіпті С класындағы сарбаздармен де жұмыс істей алатынын айтады. Сондықтан семестрдің соңына қарай оның әлі де өсетін жері бар. Аспаз Галдың да жігітке опасыздық жасауын ұсынады. Егер жігіт бірнеше жылдан кейін өзгермесе, бұл туралы ойлануы мүмкін екенін айтты. Кенеттен әңгіме Люсильдің жеке өміріне ауысады. Олар оны барлық хатшылар жақсы көретінін талқылайды. Бірақ бәрі оны зомби-мазохисті деп атайды. Галба мұны жын шебері немесе аюдың бастығы деп ойлайды және нұсқаушы мен аспаз арасындағы атмосфера шиеленісе түседі. Бірақ олар бір-бірін сыпайы түрде мақтай бастайды. Ақырында Галба Люсильден оның мінсіз жігіт түрі туралы сұрағанын және оның әдемі және сүйкімді болу керек екенін айтып жауап бере алмағанын айтады. Олар жігітке ақыры өртеніп кеткенде мүмкіндік беруге келіседі. Жарты жыл өтіп, Люсиль аударма жасайды. Бредпен сөйлескенде, жігіт емшілер гильдиясына мүшелігін қайта бастағанын және қазір оның агласы бар екенін мойындайды. Олар сондай-ақ жігіт күдіктенбеу үшін бас тарта алмайтын аударманы талқылайды. Бред оған штаб жемқор болып шықса, қашып кетуге кеңес береді. Енді олар жаттығу залында соңғы рет бірге болғандықтан, Люсиль шеберден жақсылық сұрағысы келеді. Олар зиратқа барады. Онда жігіт мүмкіндігінше көп адамды құтқарғанын мойындайды. Бірақ ол көмектесе алмаған кезде көптеген адамдар қайтыс болды. Және ол болмаған кезде жағдайдың нашарлайтынын біледі. Әсіресе Бадакулидің сыбайлас жемқорлықтың кесірінен. Люкс мұның алдын алғысы келді. Сондықтан ол шеберден жаңа авантюристерге тек негізгі ғана емес, сонымен қатар құбыжықтарды союға және емдік шөптерді тануға арналған жаттығуларды бастауды сұрады. Сонымен қатар, нұсқаушылар гильдияның жоғары лауазымды қызметкерлері болуы керек. Люсиль мұндай жаттығуларды аптасына бір рет өткізуді ұсынды және ол бұл дүниеге алғаш келген кезде барлығының оған қалай көмектескенін және оның керемет мұғалімдері болғанын есіне алды. Брод мұның не үшін қажет екенін сұрағанда, бала оның өзі сияқты шеберлердің арқасында күшейгенін айтты және авантюристер күшейіп, көбірек білетін болса, ауруханаларда науқастар аз болады деп сенеді. Шеберге баланың емші болғаны күлкілі болып көрінді, бірақ ол әлі де бас ауруын ауруханаларға жеткізгісі келеді. Люцио бұл оның авантюристің жүрегінен шыққанын айтты. Өйткені ол кездестірген барлық іздеушілер керемет адамдар болды және ол олардың табысқа жетуіне көмектесетін жүйені жасағысы келеді. Содан кейін ер адам Люсиль өзін одан үйренген нәрсесінің арқасында өсті деп ойлай ма деп сұрады. Ал жас жігіт ол әлі де аздап ебедейсіз болса да, өзін рухы күшейгендей сезінетінін айтты. Ақырында бала шеберге жаттығу үшін алғысын білдірді, бірақ ол қулықпен жымиып, бұл бәрі емес екенін айтты. Содан кейін ол Мониканың осы гильдияда қалуы мүмкін бе деп сұрады. Ал Люсия оның қауіпсіздігі үшін бұл ең жақсы нұсқа болуы мүмкін деп жауап берді, бірақ бұл оған байланысты. Әңгіме осымен аяқталды және Люсия заттарын жинау керек екенін айтты. Ал Брод жасырынып, тыңдап отырған қыздардың назарын аударды. Ер адам кетіп қалды. Ал бала қыздарға ол үшін істегендері үшін алғыс айту үшін қалды. Нинелла олар үшін шабыт көзі болғанын айтады. Ал Моника оған алғыс айтады. Өйткені Люсияның арқасында ол нөлдік деңгейде қалмады. Егер балаға бірдеңе керек болса, олар көмектесуді ұсынады. Бірақ ол қыздарға 2 жыл ішінде оған жасаған барлық істері үшін алғыс айтады және бір күні олар қайтадан бірге кешкі ас ішетініне уәде береді. Оның ойынша, өмір соншалықты арзан әлемде өмір сүруді жалғастырудың себептерін табу маңызды деп санайды. Бала сондай-ақ осы уақытқа дейін өмірден не қалайтынын білу үшін көп жұмыс істейтінін айтады. Келесі күні Люсиль өзінің жеке куәлігінде авантюрист ретінде Е сыныбына жеткенін көреді. Содан кейін ол Бредті ұрғысы келгендей кейіп танытады және ол бір күні қайтып келіп, оны пышақтап тастаймын деп уәде береді. Бред, егер бала оны ұралса, Люсиль сұрағанның бәрін орындаймын деп жауап береді. Содан кейін Люсиль оған 5 кружка қазатын ішуге мәжбүрлейтінін айтады. Сол кезде ер адам келіп, Люсильге оның жүгі вагонда екенін айтады. Бұл кезде жас жігіт барлығымен шын жүректен қоштасады. Олардың арқасында, өйткені бұл гильдиясыз оның күндері соншалықты өнімді болмас еді. Род жақындап келеді және гильдиядағы барлық адамдардың атынан баланың шынымен де керемет болғанын және оның арқасында көптеген авантюристер өз өмірлерін сақтап қалғанын және көптеген адамдар отбасынан айырылмағанын айтады. Көңіл күймен аяқтау үшін Бред балаға қоштасу сыйлығын береді. Кез келген түрдегі 10 затты салуға болатын сиқырлы сөмке және ішінде ақшасы бар сөмке. Шебер бұл олардың алғысы екенін айтады. Элла мен Монака да онымен қоштасып, күлімсіреп,
уәдесін еске түсіреді. Басқа авантюристер зомби тәрізді жігітке қайтып оралуды ұмытпауын айтады. Және бұл сөздер оны қатты толқытады. Тіпті көзіне жас алады. Ақыры ол кетіп қалады. Ал көшеде келе жатқанда біз оның жаңа сипаттамаларын көреміз. Ол қазір 17-де, бірақ ол әлі де бірінші деңгейде, дегенмен оның имананың денсаулық көрсеткіштері, сондай ақ сиқырға байланысты дағдылары айтарлықтай өсті. Және ол гильдияда үйренген басқа дағдылар. Ол қаладан шығуға жақындағанда, күзетші оның серіктері күймеде күтіп тұрғанын айтады. Жігітке күзетшінің оларды серік деп атағаны бір түрлі болып көрінеді. Бірақ ол өзін таныстыру үшін экипажға барады. Ішінде ол Базинді және басқа авантюристерді көреді. Саяхатын жалғастырмас бұрын, біз Люсильдің статистикасында кейбір атақтарды көреміз. Соның ішінде авантюристер гильдиясындағы Е, бірақ ең бастысы емшілер гильдиясындағы А. Люсил тұрған кезде қасиетті Чора қаласы. Базин сұрайды, ол бірден шіркеуге барғысы келеме. Бірақ Люсилде қазаты аз болғандықтан, ол алдымен авантюристер гильдиясына тоқтағанды жөн көреді. Ол Базиннен өзімен бірге жүруін сұрайды. Өйткені ол авантюристер оны ренжітуі мүмкін деп қорқады. Сондықтан Базин жас жігіттің қасында болуды шешеді. Олар гильдияға келгенде Люсил ғимараттың Марион қаласындағы ғимаратқа ұқсайтынын байқайды. Базин қабылдау бөлмесіне барудың орнына жігітті кафеге апарады. Онда олар Милти есімді даяшыны кездестіреді. Базин Люсилді үй иесімен таныстырғысы келетінін айтады. Ал қыз оны шақыру үшін шетке шығады. Сол кезде Базин Люсиусқа кітапты мұқабасына қарап бағаламау керектігін ескертеді. Өйткені бұл даяшы өзінен кем емес күшті. Содан кейін мекеменің қожайыны аласа сақалды адам пайда болады. Люциус өзін емші ретінде таныстырғанда бәрі таң қалады, және ол көптен бері мұндай реакцияны көрмегенін есіне алады. Базин Люциустың Марионадағы авантюристер гильдиясында болғанын айтқан кезде үй иесі оның Бреттің шәкірті екенін түсінеді. Ақырында Люциус қазатының 3 бөшкесіне тапсырыс береді. Олардың барлығы оның өтініші мен қорқынышты иіс туралы пікірлеріне таң қалды. Үй иесі Люциусқа бір кружка сусын беріп, оны іше алмайтын адамға сата алмайтыныңды айтады. Айналасындағылар Люциустың шағымсыз ішіп жатқанын көргенде, олар оның шынымен де мазохист, емші болу керек екенін айтады. Олар бұл жай ғана қауесет деп ойлады. Люциус сусын ішіп болған соң, үй иесі тапсырысты қабылдап, 3 бөшке зат береді. Ал жас жігіт бөшкелерді сиқырлы сөмкесіне тығып қояды. Үй иесі оның қызметі үшін бір күміс тиын ғана алатыны рас па деп сұрайды. Люциус Марионадағы авантюристер гильдиясындағылардың бәрі оған өте мейірімді болғанын, және егер оның жұмысы болмаса, олармен байланыса алатынын айтады. Содан кейін ол күймеге оралып, шіркеудің штаб пәтеріне келеді. Ол шынымен де үлкен. Люциус әріптестеріне оны алып кеткені үшін алғыс айтады. Бірақ Базин оның өмірін сақтап қалған адамды қорғауға қуанышты екенін айтады, және басқа авантюристер келіседі. Олар қоштасады, ал Люциус өзін жалғыз сезінеді. Бұл оның жаңа жұмысындағы алғашқы күні сияқты. Ол сондай ақ алған заклинание кітабы өте қымбат болу керек деп ойлайды. Сондықтан ол жақсылығын қайтару үшін көп жұмыс істейді. Содан кейін Люсил штабтың бас залына кіреді. Онда ол хатшылармен сөйлесіп, оның ауыстырылғанын түсіндіріп, бастықпен сөйлесуді сұрайды. Әйелдердің бірі күлгін шарды шығарады. Ол жарқырай бастайды. Люсия оны телепатикалық байланыс құралы ретінде таниды. Олар оның білімін толықтырады. Бірақ ол авантюристер гильдиясында осыған ұқсас нәрсені көргенін айтады. Бұл ақпарат әйелдерді таң қалдырады. Өйткені емшілер авантюристер гильдиясына сирек барады. Көп ұзамай Грандхард есімді діни қызметкер келіп, Люсилді өзімен бірге жүруге шақырады. Үстелдің артында ол қабырғадағы автоматты есік сияқты сиқырлы дәлізді ашады. Олар Грандхард сиқырлы панельді іске қосқаннан кейін лифт сияқты көтеріле бастайтын сиқырлы шеңберге қадам басады. Діни қызметкер бұл сиқырлы түрде көтерілген платформа екенін түсіндіреді. Оны жоғары немесе төмен көтерілу үшін сиқыр арқылы іске қосуға болады. Және бұл ешкім кіре алмайтындай етіп жасалған жалғыз кіреберіс. Люсил адамдарды сыртта немесе іште ұстау керек пе? Жоқ па? Оған сенімді емес. Көп ұзамай олар жоғарғы қабатқа көтеріледі. Онда Люсил Люминамен кездеседі. Ол оны бірден таниды. Ол онымен жақын арада кездесемін деп ойлаған жоқ. Бірақ бұл тағы бір сәттілік деп ойлайды. Оны танығанына қарамастан, ол оның атын қате айтып, Луи деп атайды. Люсил оны түзетіп, басқа қалада оған жасаған жақсылығы үшін алғыс айтады. Соған қарамастан, ол оны танығанына таң қалды. Ал Люмина оның аурасының қаншалықты мөлдір болғанын есіне алғанын айтады. Люсил бұл қандай да бір ерекше қабілет деп күдіктенеді. Паладин онымен сөйлескісі келеді. Бірақ Люсил жаңа ғана келгендіктен, ол оған кейінірек келуін өтінеді. Кетер алдында Люмина Геттен олардың әңгімесін үзгені үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол бұл қорқынышты емес екенін айтады.
Өйткені ол паладин Валькири полкінің капитаны. Олар азаптау құралдары бар қорқынышты қойманың жанынан өтіп бара жатып жүре береді. Содан кейін олар сөйлесу үшін бөлмеге кіреді. Гранхард Люсильдің емі басқа емшілерге зиянын тигізетіні туралы ұсыныс хатты талқылағысы келеді. Сондықтан діни қызметкер шындықты білгісі келеді. Люсил бұрынғы өмірінде өзін жоғарылатқысы келген кездегідей әрекет етуді шешеді. Ол хатта қандай да бір түрде шындық айтылғанын айтады. Бірақ марафонда кездескен қиындықтарды түсіндіре бастайды. Және ол адамдар қорықпай емделу үшін емдеуді қалай ашық еткісі келді. Гранхард мұны түсініп, оны басқа діни қызметкерлер мен архиепископқа тапсыратынын айтқан сияқты. Енді Люэльдің жұмысы туралы хатқа сәйкес, ол әулие Шарул шіркеуінің рухани тазарту бөліміне тағайындалды. Ол дикон және жын шығарушы болады. Бұл бір түрлі естіледі. Бірақ ертеңнен бастап ол өлмегендермен айналысуға мәжбүр болады. Және айына 20 тиын жалақы алады. Бұл шынымен де үлкен сома және жас жігіт қатты қуанады. Бірақ ол бұл жұмысты орындай алама деп алаңдайды. Содан кейін Люсил Люменаның бөлмесіне барады. Және олар оның аудармасын талқылайды. Қыз бұл туралы білмеді. Сондықтан Люсил мұның қалай болғанын түсіндіреді. Бенни де оған жаңа ғана алған жаңа жұмысы туралы айтып береді. Ал Люмена бұл қауіпті болуы мүмкін екенін айтады. Ол ескі штаб ғимаратының астында құрылтайшылар жерленген зират бар екенін айтады. Баяғыда бұл жер лабиринтке айналған. Мұны естіген Люсил бұл нәрселер туралы білетінін, сиқыр бір жерде табиғи түрде пайда болған кезде ол тірі адамдардың тілектері мен реніштерін сіңіріп, құбыжықтарды тудыратынын түсіндіреді. Люмена қатты әсер етті. Өйткені ол өзін мүлдем ештеңе білмеймін деп ойлады. Бірақ Люсил соңғы 2 жылда көп нәрсені үйрендім деп мақтанады. Қалай болғанда да, Люменаның айтуынша, оның міндеті өлмегендердің алдын алу және олардың санын азайту. Ол сондай ақ өлмегендердің түрлері туралы айтады және оларды қасиетті тазарту сиқырлары арқылы жоюға болатынын айтады. Ол сондай ақ Люсильдің жауынгерлік дайындығы туралы білімін көрсетеді. Бұл жұмыстың артықшылықтарының бірі, ол лабиринттен тапқанның бәрі оныкі. Егер сәті түссе, ол эксклюзивті кітаптарға сатылатын қазына таба алады. Люсил тістеп алса, зомбиге айналасың ба деп сұрайды. Және мазохист зомби боламын деп әзілдейді. Бірақ Люмена удың қауіпті екеніне қарамастан, ешкім тістегеннен зомбиге айналмайтынын айтады. Аққұба қыз да бұл жұмыстың жағымсыз жақтары туралы айтады. Мысалы, ұзақ уақытқа созылатын иіс және айналасындағыларды алаңдатуы мүмкін. Бірақ ол оған Хаз атының арқасында үйреніп қалған және кеш болғандықтан ол қоштасып, басқа қаладағыдай шешімді сақтай отырып, демалуға кетеді. Келесі күні Люсил жұмысқа келеді. Онда ол Гранхардпен және өзін Джордж деп таныстыратын тапсырманың бұрынғы иесімен кездеседі. Діни қызметкер оған киюі керек шапанды береді. Бұл шапанды тек А және одан жоғары сыныптағылар ғана кие алады. Ол миазманы кетіретін қасиетті күміс жіптерден жасалған. Бұл мантия 10 платина монетасынан тұрады. Яғни ол өте қымбат. Сонымен қатар, ол Люсиге лифтті жалғыз өзі пайдалануға мүмкіндік беретін картаны береді. Бірақ оны алмас бұрын, ол штаб пәтерге ешкімді кіргізбейтініне уәде беру керек. Тіпті жараланғандар, балалар немесе жануарлар. Люси уәде бергеннен кейін, сиқырлы антты растайтын карта жарқырайды. Егер Люси уәдесін бұзса, ол енді картаны пайдалана алмайды және жазаланады. Бұл оның ойынша қоймадағы азаптау құралдарымен байланысты болуы мүмкін. Осы нұсқауларды бере отырып, Гет Джорджға жаңа картаны алып жүруді бұйырады. Лабиринтке кірер алдында Люси шапанын киеді. Олар лабиринтке кіреді. Ал Люси ол жерде шіріктің иісі шығып тұрғанын түсінеді. Бірақ бәрібір бұл Хазатына қарағанда жақсы. Бірінші зомби пайда болған кезде Джордж Люсиге оны қалай жойып жіберетінін көруді бұйырады. Қасиетті сиқырды айтқаннан кейін Джей тазартатын сиқыр жасайды. Ол құбыжықты тез жояды және ол сиқырлы тасты тастайды. Джордж түсіндіреді. Өлмегендер тірілерді қызықтыратындықтан, жаңадан келген адам тазарту сиқырын олар жақындаған кезде ғана қолдануы керек. Содан кейін сиқырлы тастарды жинау керек. Люси бұл тазарту сиқырының өте жан жақты екенін, ластану мен қарғысты кетіретінін, тіпті ыдыс аяқтағы майды кетіретінін біледі. Джордж негіздерді түсіндіргеннен кейін, ол иістен құтылу үшін кетіп қалады. Оны қауіпсіз ету үшін Люси бред берген сиқырлы сөмкесінен қылышын суырып алады. Біраз уақыттан кейін зомби көрінбей қалғанда, ол адасып қалмас үшін карта жасауды ұйғарады. Мәселе мынада, бірден бірнеше зомби пайда болып, жігіт үрейлене бастайды. Ол ұзақ сиқырды есіне түсіре алмай қиналады. Бірақ ақырында ол оны жеңіп, өлмегендерді жойып жібереді. Ол зомбилердің қорқынышты болуы мүмкін екенін түсінеді. Содан кейін ол құбыжықтарды жеңгеннен кейін оның деңгейі көтерілгенін білу үшін статистикасын тексереді. Бірақ ол әлі де бірінші деңгейде. Люсил бұл лабиринттің беделіне нұқсан келтіреді деп санайды.
Бірақ ол бұл жұмыстан жақсы табыс табады, және лабиринтті зерттеуді жалғастыру жақсы жаттығу болады. Енді ол тазартуды шексіз пайдалана алмайтынын есіне алып, Люсильге бір ой келеді. Ол қылышына тазартуды таңып, құбыжықтарға пышақпен шабуыл жасай бастайды. Осылайша ол сиқырды қалпына келтіре отырып, мананы аз жұмсайды. Сонымен қатар, ол семсерлесумен айналысады. Сондықтан бұл екі бір шешім. Бұл құбыжықтар Фордтың дайындық деңгейімен салыстыруға келмейді. Сондықтан Люсилға олармен күресу қиын емес. Содан кейін ол басқа техниканы қолданып көреді. Өлмегендерге емдік сиқырды қолдану арқылы ол оған зиян келтіреді. Мәселе оның қолының кірленуінде, бірақ бұл қорқынышты емес. Оны тазарту бәрін түзетеді. Лабиринттің бірінші қабатының көп бөлігін басып өткеннен кейін, Люсил зомбилер бірден пайда болатын екінші қабатқа түсуді шешеді. Зомбилерден басқа, бұл жолы ол жерде Файфлай рухы бар. Бірақ бұл да өте қиын емес. Ол аш болған кезде бутербродтарын алып, хаз затын ішеді. Бұл сусынның арқасында лабириттегі сасық иісі оны енді мазаламайды, және өлмегендер енді оған шабуыл жасауға тырыспайтын сияқты. Ақыр соңында, екінші қабат бірінші қабаттан әлдеқайда күрделі емес. Сондықтан Люсиль тез арада үшінші қабатқа көтеріліп, қаңқалар тобына тап болады. Бұл жолы ол сиқыры таусылғанша қатарынан бірнеше рет тазартуды қолдануы керек. Демалғаннан кейін ол қайтадан жұмысқа кіріседі. Нәтижесінде зерттеудің бірінші күні соншалықты қиын емес. Джордан лабиринттен шыға берісте Люсильмен кездескенде, ол Люсиль лабиринтте жарты күн өткізгендіктен, ол зомбиге айналды деп әзілдеп, Новикте тазартуды әзілмен қолданады. Әрине, мұның бәрі әзіл. Осы кезде Люсиль өлмегендердің ұясында не істегенін есіне алады, және оларды жеңу ештеңені өзгертпейтінін түсінеді. Ол үшін Мистл бұл арнайы оқу орталығы, ал зомбилер бұл жай ғана елес. Кейінірек Джордж Люсильді дүкенге апарады. Онда ол сиқырлы тастарды дүкендегі көзілдіріктерге айырбастай алады. Бұл көзілдірік үшін ол дүкеннен кез келген нәрсені, соның ішінде әртүрлі қару, жарақ пен эксклюзивті заклинание кітаптарын, сондай ақ сусындар мен сиқырлы заттарды сатып ала алады. Люсиль мұның бәрі ойынға ұқсайды деп ойламай тұра алмайды. Кенет Джордан Калия есімді қызметкерді шақырады. Ол өлмегендермен бетпе-бет келген Люсильге жаны ашиды. Бірақ Люсиль олардың иммунитетін дамытқанын айтады. Жүрегінде ол өткен өміріндегі қорқынышты фильмдер мен ойындар туралы ғана ойлай алады. Ката мұны әсерлі деп санайды, және оның мақтауы Люсильді қатты қуантады. Алайда ол тез байсалды болып, жиналған сиқырлы тастарды оған беруін өтінеді. Ал Люсиль бұл жай ғана кезекші күлімсіреу екенін түсінеді. Сиқырлы карта арқылы ол Люсильдің ұпайларын есептейді. Барлығы 4216. Бұл бірінші күн үшін таңқаларлық көп. Люсиль заклинание кітабын сатып алуды ойлап жүр, бірақ ең қымбаты 1 миллион ұпай тұрады. Яғни оған ақша жинау үшін шамамен 250 күн қажет болады. Сонымен қатар, дүкендегі қару-жарақ қасиетті күмістен жасалған және өлмегендермен күресу үшін арнайы жасалған. Люсиль найзаға қызығушылық танытты. Ал Ката әр қарудың бағасы 2 ұпайдан 5 миллион ұпайға тең екенін айтты. Бағасы жоғары емес, өйткені бұл дүкенді тек жын шығарушы болып жұмыс істейтін кураторлар ғана сатып алады. Ал қару-жарақпен жұмыс істей алатындар аз болғандықтан, оған сұраныс аз. Оның үстіне ант қайта сатуға тыйым салады. Сондықтан бұл қаруға сұраныс жоқ. Бұл Люсиль үшін өте ыңғайлы. Мүмкін бұл құбыжықтармен байланысты сәттіліктің тағы бір көрінісі. Люсиль әлі күнге дейін қаруға деген сұраныстың жоқтығына таңғалады. Ал Блоб қару ұстаған кезде сиқырды қолдануға болмайтынын түсіндіреді. Бірақ Люсиль мүмкін және ол мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан дүкенде бұл қаруға сұраныс жоқ. Ол өтімді емес болып саналады және қоймада орын алады. Сондықтан жаңадан келген адам қылыш пен найза сатып алғысы келеді. Бірақ оның құны 5 миллион ұпай болатындықтан, ол келесі күні оларды сатып алу үшін қайтып келетінін айтады. Бірақ бұл оның бірінші сатып алуы болғандықтан, Ката оған жеңілдік жасап, екеуінде 4 миллион ұпайға сатады. Ол оған абай болуға кеңес береді. Ал Люсиль одан да көп ұпай жинау мүмкіндігіне өте қуанышты. Қайтар жолда Люсиль өзінің келесі мақсаты миллион ұпайлық заклинание кітабы деп шешті. Кенеттен ол Гартты кездестіреді. Ол оның жағдайын сұрайды. Люсиль әзірше бәрі жақсы екенін айтады. Діни қызметкер Люсильдің жалақысы айдың басында гильдиядағы шотына аударылатынын және ол қабылдау бөлмесіндегі балансын тексере алатынын айтады. Содан кейін Гранхард Люсильге күніне 3 рет тамақ ішу, тістерін жақсылап тазалау, жеткілікті ұйықтау және лабиринтте адасып қалмас үшін алаңдамау сияқты бірнеше аналық кеңестер береді. Осыдан кейін Гранхард оған тұмар беріп, кетер алдында оның мағынасы туралы ұзақ әңгімелейді. Люсиль бұл Гранхардтың қандай адам екеніне таңғалады.
Келесі күні Люсиль сатып алған екі қылышымен қаруланған лабиринтке оралады. Ол өзінің тәлімгері Бродтың көңілінен шықпайтынын біледі, бірақ ол әрқашан оны сынап көргісі келеді. Екінші күн бір қалыпты өтіп жатыр. Ол лабиринтті одан әрі зерттеп, қазір қаруланған бірнеше құбыжықты жеңеді. Люсиль 5-ші деңгейге көтеріліп, 5 ұпайдан жоғары ұпай жинай алды. Бұл Каблияны одан сайын таңғалдырды. Үшінші күні Люсиль 6-шы қабатты зерттегенде өзін сенімді сезінеді. Ол лабиринтте қанша қабат бар екенін білмейді, бірақ оны тез өтіп кетемін деп ойлайды. Бұл жолы оған зомби рыцарлары мен садақшылармен күресуге тура келеді. Олар садақтары болса да шабуыл жасайды. Олар шығаратын от шарлары басқалардан ерекшеленеді, бірақ олар шабуыл алдында жарқырайды. Сондықтан олар атылғанға дейін оларға тиіп үлгеру керек. Содан кейін Люсиль қақпанның триггерін басып, оған жебелер ұшып, қабырғаға соғылады. Ол бұл алда тұрған тұзақтар туралы ескерту болуы мүмкін деп ойлайды және оны есте сақтауды шешеді. Сонымен қатар, осы сәттен бастап лабиринтте одан да көп өлілер пайда болады және абай болу керек. Сондықтан Люсиль қарқынын бәсеңдетеді. Соған қарамастан, лабиринтті мұқият зерттеуді жалғастыра отырып, ол әлі де дүкенде көбірек ұпай жинайды, бірақ оның деңгейі өзгермейді. 10-шы күні Люсиль 10-шы қабатқа көтеріліп, зомбилердің үлкен тобына тап болады. Алайда, бір тазарту сиқырын қолданып, ол бірден 20 зомбиді жояды. Бұл өте күшті сиқыр. Келесі қабатқа баспалдақ іздеп келе жатып, бір түрлі есікке тап болады. Люсиль бұл бастықтың бөлмесі шығар деп ойлап, сол жерге қарауды ұйғарады. Кейінірек ол бұл туралы Джордждан сұрайды. Ол бастық деген сөздің нені білдіретінін түсінбейді. Бірақ Люсиль күшті құбыжығы бар бөлме туралы айтқан кезде, Джордж мұндай бөлменің бар екенін және оның ішінде әлі де көптеген құбыжықтар бар екенін растайды. Алайда ол Люсильдің бұл жерге тез жеткеніне таң қалды. Өйткені Джордж оны жақында ғана тауып, Люциге тапсырма берді. Келесі күні Люсиль жақсы дайындықпен келеді. Ол тіпті бұл шайқас үшін садақ сатып алды. Бұл оған 50 ұпайға түсті. Джорджтың бұл жерге жетуіне қанша уақыт кеткенін ойлап, ол лабириттен өте аз адам өткенін түсінеді. Бұл жаңадан бастаушыларға арналған жаттығу алаңы болса, мағынасы бар. Ол тіпті ең жылдам аяқтауы мүмкін және жақсы марапатқа үміттенеді. Бөлмеге кірер алдында Люсиль Substantia H деп аталатын сусынды ішеді. Бөлмеге кіргенде, ол жерде қараңғылық бар екенін түсінеді. Бірақ жарқыраған тіршілік иесі пайда болады. Оның артынан басқа да өлмеген жарқыраған тіршілік иелері келеді. Люсиль айналасындағы тіршілік иелерінің санына тәнті болды. Бірақ ол тыныштықты сақтай алды, өйткені ол күтпеген жерден ұсталмады. Мәселе қандайда бір себептермен, оның тазарту сиқыры сәтсіздікке ұшырап, қашуға мәжбүр болған кезде туындайды. Бұрышта қала жаздаған кезде, ол көбірек ақпарат жинау керек екенін түсінеді. Кенет оның артынан зомби шабуылдап, бетін тырнап алады. Дәл сол кезде Люсиль бұл жай ғана елес емес екенін түсінеді. Тазартатын сиқырсыз Люсиль құбыжықтармен, қылышпен ғана күресе алады. Ол сиқырды қолдана алмайды. Бірақ сиқырлы энергияны қаруына бағыттай алады. Осылайша ол барлық өлгендерді жеңеді. Қатты шаршағанына қарамастан, Люсиль тәлімгері бұйырса, қашып құтыла алатынына сенеді және оны шетелде өткізген жаттығулармен салыстырады. Сиқырлы тастарды жинап жатқанда, Люсиль күтпеген жерден құбыжықтың басқа түріне тап болады. Бұл діни қызметкердің киімін киген қанға, ал Люсиль оның қаңғыбас рух екенін түсінеді. Бұл жаратылыспен күресу үшін Люсиль өткен шайқаста алған жарақаттарын емдеуге тырысады. Бірақ әлі де заклинание жасай алмайды. Ол найзасын лақтырады. Бірақ кезбе рух жалтарады. Және бұл бөлмедегі қашықтықты сақтайтын жалғыз құбыжық. Люсиль оған жебелермен шабуыл жасамақшы болды. Бірақ жаратылыс жалтарып кетті. Люсиль қасиетті күміс қарудан қорқатынын түсінеді. Кураторлар қару ұстаған кезде заклинание жасай алмайтынын есіне алып, бұл сиқырдың зейін мен қиялды қажет ететіндіктен деп ойлайды. Сондықтан ол кезбе рухты заклинание басып алған кезде шабуыл жасауды шешеді. Ақырында мүмкіндік пайда болады және Люсиль жаратылыстың заклинание жасауына жол бермей, тағы бірнеше жебелерді атады. Содан кейін ол қылышпен шабуыл жасау үшін жақындайды. Бірақ бұл әлі де жеткіліксіз. Мұны алдын ала білген Люсиль найзасын алу үшін бөлменің арғы жағына кетеді. Енді ол найзаны жаратылыстың кеудесіне лақтырып, оны қылышпен ұрып, ақыры бастықты жеңді. Құбыжық жеңілген кезде, Люсиль емдік сиқырды қолдана алады. Ол ойындардың заңдары осы әлемге қолданылатынын түсінеді. Өйткені ол сиқырды бастықты жеңгеннен кейін ғана қолдана алады. Сиқырлы тастарды жинап алып, артында баспалдақ бар есікті ашады. Бірақ әрі қарай жүрудің орнына Люсиль күнді аяқтауды шешеді. Ол Катаға сиқырлы тастарды береді, және ол олардың біреуінің саны мен өлшеміне таңғалады. Люсиль 10-шы қабатта болған оқиғаны айтып береді. Ал Ката оны абайсыздығы үшін жазалай бастайды.
бірақ ол жаңадан келгендіктен ол тынышталады. Ол сиқырлы тастармен сауда жасайды және бұл жолы Люсиль бастықты жеңгені үшін қосымша 100 ұпай алады. Содан кейін ол оған саяхатшы рухтың киген киімін көрсетеді, бірақ оны бағалай алмайды. Мұны көрген Ката оған шапанын киіп, затты сөмкесіне салып, содан кейін оның соңынан еруін айтады. Біраз қашықтықты жүріп өткеннен кейін ол тасты пайдаланып, сіздің әулие деп атайтын адаммен байланысады. Люсиль мұндай адаммен араласатын Ката сатушы ғана емес, басқа біреу болу керек деп ойлайды. Олар қызыл кілем төселген бөлмеге кіреді. Онда Ката құрметпен тағзым етеді, ал Люсиль оның жолын қуады. Перденің артында маңызды әйел Рим папасы тұр. Ката Люсильдің өнері мен кезбе рухы туралы, сондай-ақ оның сиқырының осы аймақта қалай басылғаны және әкелген заттары туралы әңгімелейді. Содан кейін Рим папасы өзін таныстырып жатқан Люсильге назар аударады. Әйел одан не жинағанын көрсетуін сұрайды. Ал Люсиль кезбе рухтың киімдері мен таяғын береді. Әйел бұл нәрселерді біледі. Олар 12 жыл бұрын жоғалып кеткен діни қызметкерге тиесілі. Ол заттардың қасиеттері туралы да айтады. Рухани алқа сиқырды тұтынуды 2 есе азайтады. Ал жойғыш таяқ басқаларға жақын жерде сиқырды қолдануға мүмкіндік бермейді. Ол бұл заттарды сатып алғысы келетінін айтады. Люсия Катлияға қарайды. Ол оған қорқытатын көзқараспен қарайды. Бұл оның мәміледен бас тарта алмайтынын анық көрсетеді. Соған қарамастан, ол өткен өмірінде алған іскерлік дағдыларын пайдалана отырып, ұсыныс жасауды шешеді. Люсию бұл заттардың оған естелік ретінде қымбат болуы мүмкін екенін айтып, оларды беруге келіседі. Бірақ оның орнына ол бірдеңе сұрайды. Лабиринтті тиімдірек зерттеу үшін Люсильге үлкен сиқырлы сөмке қажет. Әкем бүкіл бөлмені сыйғызатын және ішінде не бар екенін көруге болатын сиқырлы сөмкені ұсынады. Соңында ол одан Каталиямен бірге оралып, лабиринттен басқа нәрсе іздеуін сұрайды. Олар қайтып келгенде, Утли Люсиланың сабыр сақтайтынын байқайды. Әсіресе ол әкесінен аз адамдар батылы жететін нәрсені сұрағанда. Соған қарамастан, ол оны әкесінің оны жақсы көретініне сендіреді. Бірақ Кетлидің қорқытатын көзқарасы оның толық босаңсуына жол бермейді. Бір күні лабиринтте бастықты жеңгеннен кейін, Люсиль бұл шайқаста көптеген қателіктер жібергенін түсінді және мастер Бродтың көңілі қалатынын елестетті. Түзету үшін ол паладин немесе храмдар жаттығуларына қосылуды шешті. Бірақ сол кезде оның іші дірілдеп, тамақ іздеуге кетті. Жолда ол Люминамен және оның отрядының тағы 2 мүшесімен кездесті. Көк шашты қыздың есімі Кина, ал қызыл шашты қыздың аты Люси болатын. Олар Люминаны ханым деп атады. Сондықтан Люсиль өзін жын шығарушы ретінде таныстырды. Үшеуі әдеттегідей таңғы жаттығудан кейін таңғы асқа шықты. Люмин бұл мүмкіндікті пайдаланып, Люсильдің жақсы нәтижелері туралы 10 күннің ішінде естігенін айтты. Мұны естіген Люсиль оның ойында бір нәрсе бар екенін мойындады. Жақсырақ сөйлесу үшін паладин оны тағы да бұл керемет сәттілік деп ойлап, олармен таңғы ас ішуге шақырды. Люсиль қатты қуанды. Ол паладиннің жаттығуларына қатысқысы келетінін айтқан кезде, әйелдер оны ақымақ деп атады, және ол аман қалмайды деп ойлады. Олар онымен өте дөрекі сөйлесті. Алайда, ол қатты ренжіп, жаттығуды жалғастыру және күштірек болу үшін Марионаға оралғысы келетінін айтқан кезде, Кина кураторларды тек штабтың ресми бұйрығымен ауыстыруға болатынын айтты. Сол кезде Люминаның айтуынша, егер бұл тек жаттығу туралы болса, оған қалай көмектесу керектігі туралы ойы бар, бірақ бұл қиын болуы мүмкін. Люсиль бірден келісіп, тағы бір сәттілік үшін кімге алғыс айту керектігін болжады. Кейінірек лабиринтке оралғаннан кейін, Люсиль жаттығуларын 11-ші қабаттан және одан жоғары қабаттан көп тосын сыйларсыз жалғастырды. Сондықтан ол 12-ші қабатты да зерттеуге шешім қабылдады. Ол жинаған тастарын Кетлияға әкеліп, өзінің толқуын байқамай көрсетті. Ол сұрағанда, ол бір күн бұрын оның қаталдығы мен қорқытатын келбетін есіне алып, оған қатты әсер еткенін айтты. Ол тіпті оның паладин болғанын немесе Рим папасының қол астында соғысқанын сұрады. Бірақ ол тағы да өзінің қорқынышты мінезін көрсетті. Содан кейін ол өзінің өткені туралы айтқысы келмейтінін ақырын айтты. Сондықтан Люсия артқа шегініп, бұл тақырыпты қайта қозғамады. Ката осы сәтті пайдаланып, оған әкесінен сұраған сиқырлы сөмкесін беріп, оған өзінің сиқырын салуды бұйырды. Бұл бір түрлі әңгіме болды. Ол оның айтқанын орындады. Ал сиқырлы сөмке жарқырап, түсін өзгертті. Содан кейін блоб сөмкенің қазір Люсильге тиесілі екенін және оның ішінде кез келген нәрсені дерлік сақтай алатынын түсіндірді. Жай ғана затты түртіп, сақтауды айтты. Затты алу үшін оған тек оны таныстырып,
ал деп айту керек болды. Сиқырлы сөмке беретін барлық ыңғайлылықтардан басқа, Люсиль одан кітаптарды тауып алды. Ал Котлет дүкендегі барлық кітаптарды сөмкеге салу әкенің идеясы екенін айтты. Күткендей, жас жігіт мұны бір күнде үшінші рет бірге болған сәттілікпен байланыстырды. Келесі күні Люсиль лабиринттің 15-ші қабатына көтерілді. Содан кейін паладинге жаттығуға кетті. Өзін таныстырған соң, Люмина олардың жылыну мен жауынгерлік дайындықтан бастайтынын айтты. Люсиль олардың одан әлдеқайда күшті екенін білсе де, ол әйелмен жекпе-жекке шыққанда өзін жайсыз сезінді. Алайда, Люмина қарсы емес сияқты. Қыздыру жарысқа жүгіруден тұрды. Ал Люсиль бреда жаттығулары кезінде жасаған барлық жүгірулерінен кейін бұл оңай болады деп ойлады. Бірақ ол әйелдерге ілесе алмады. Ал Люмина оны бірнеше рет басып озған кезде оны баяу деп атады. Бірақ ол бар күшімен жүгірді. Ол бредпен жаттығуларының босқа кеткенін қаламады және олардың мамандық деңгейіне байланысты артта қалғанын қабылдай алмады. Сондықтан ол барын салды. Жылынғаннан кейін жарты сағат өткен соң, әйелдерден 8 айналым артта қалған жын шығарушы өзін қорлық сезінді. Жауынгерлік дайындықтың уақыты келді. Люмина паладиндерді екі қылыш ұстаған Люсильге қарап отырып, бір-бірімен соғысуға мәжбүр етті. Ол одан бұл жекпе-жек өнерімен қанша уақыт айналысқанын сұрады және ол лабиринтке алғаш кірген кезде оны зерттей бастағанын айтты. Люмина екі қылыштың шеберлігі болмаса, оның абайсызда екенін байқады. Осыны айтқаннан кейін, ол одан авантюристер гильдиясында үйренген стилімен күресуін өтінді. Люсиль қылыш пен қалқанды алып, бар күш-жігеріне қарамастан, бірде-бір алюминий соққысын жасай алмады. Ол тіпті оны жұдырықпен ұрып, осал тұсын ашты. Содан кейін ол Броттың қарсыластарының көпшілігі одан күштірек және тұзақ құру керек деген кеңесін есіне алып, заклинание жасай бастады. Емдік сиқырды оқығаннан кейін ол дәл соққы берді. Кем дегенде, ол солай ойлады. Оның артында Люмина пайда болды және оның күш-жігерін мақтады, бірақ келесі соққымен оны нокаутқа жіберді. Біраз уақыттан кейін Люси оны бетінен сипап есіне алды. Қандай жағдай болмасын, олар Люминаның онымен шектен шығып кеткенін түсінді. Бұл олар бұрын көрмеген нәрсе, мүмкін емшіні құрметтеу үшін. Келесі күні олар оққағарлар жаттығуын өткізді. Онда Люсиль патшайымның жағында болды. Ал Люсидің командасы жеңіліп қалды. Қарсылас команданың көшбасшысы Элизабет жеңіліске Люсильді кінәлады. Люмина 5 жылдық тәжірибесі бар. Бұл Люсидің командасы үшін қиын болуы керек деп келісті. Бірақ Люсиль олардың қорғанысын айтарлықтай күшейтті. Люмина сонымен қатар 17 жасында Люсильдің 5-ші деңгейдегі емші болғанын және 7-ші деңгейдегі емдік сиқырды меңгергенін, бұл мүлдем қалыпты емес екенін айтты. Элизабет бұл тіпті дарынды емші үшін де мүмкін емес деп мәлімдеді. Бірақ Люмина Люсильдің аномалия екенін айтты. Люсиль аномалия сөзі мүлдем сәйкес келмейді деп ойлады және оны дөрекі деп ойлады. Алайда, Люмина емшілер гильдиясынан кеткеннен кейін, Люсиль авантюристер гильдиясына қоныстанғанын, жаттығу үшін адамдарды тегін емдеп, ұзақ уақыт бойы күн сайын ұрып, соғуға шыдағанын естіді. Люси ақпараттың қаншалықты таралғанына таңғалды. Ал Люмина тіпті оның мазохист, зомби деген лақап атын атап өтті. Осыдан кейін паладинка оны шынымен де басқалар сияқты емес екенін мойындауға мәжбүр етті. Ал Люсиль шағымдары үшін кешірім сұрады. Келесі күні ол лабиринтке қайта оралды. Тіпті осындай жаттығулардан кейін де шеберлігін қалай арттыруға болатынын ойлады. Дегенмен, мастер Брод кеңес бергендей, ол сандарға тоқталмауы керек және зерттеуді 16-шы қабатқа дейін жалғастырды. Сол жерде ол қылыш пен қалқанмен қаруланған өлмегендерге тап болды. Сиқырлы сөмкенің арқасында оған қару жарақпен күресу оңайырақ болды. Макси тұзаққа түсіп, өзінің сиқырлы шапанын қорғауға және тосқаудың сиқырына сенімді болып, оны зерттеуге бел буды. Бұл жолы түйме оны қоршап тұрған зомбилерді өзіне тартты. Бірақ оның тазарту сиқыры мен жауынгерлік шеберлігі оларды жеңуге жеткілікті болды. Шабуылдардың азабына қарамастан, Люциус бұл тіршілік иелерін әлі де елестеп санады. Өйткені ол оларды жеңген кезде олар деңгейге көтерілмеді. Соған қарамастан ол мұны жаттығудың бір бөлігі ретінде қабылдады. Келесі күндері ол 20-шы қабатқа көтеріліп, Ката екеуі басты бөлме деп атаған бастық бөлмесінің тағы бір есігін тапты. Ол Катадан 20-шы қабаттың артында не тұрғанын сұрады. Бірақ ол ешқашан лабиринтке кірмеген, сондықтан ол нақты айта алмады. Ол жерде лабиринтте қаза тапқан гильдиядан біреу болуы мүмкін. Ол оның мұңайып тұрғанын байқады. Бірақ ол бұл лабириттегі барлық нәрсенің елес екеніне әлі де сенгендіктен, бұл жалған болуы мүмкін деп шешті. Келесі күні ол 10-шы қабаттағы бастықтың бөлмесіне оралды. Келесі күні Элизабет оны екі қару жарақ жаттығуларына шақыру үшін бөлмесіне келді. Бірақ ұйқыдан кейін оның бейберекет көрінісінен көңілі қалды. Алдымен ол екі қолымен қылышпен соғысып жатқан екі әйелдің жекпе-жегіне қарады. Жекпе-жек тең аяқталды.
бірақ олардың біреуі тапсырылған кезде аяқталды. Люмина одан не байқағанын сұрады, және ол паладиннің әрқашан бірнеше қадам алға ұмтылатынын түсіндірді. Екі қарумен күресуге келетін болсақ, ол бұл жауынгерді әсіресе шабуыл кезінде осал ететінін мойындады. Бірақ екі қарумен шабуылды тоқтатуға болмайды. Келесі жекпе-жекте Люсиль қыздардың бірімен шайқасты. Ол қылыш пен қалқан, ал ол екі қылыш қолданды. Жекпе-жек алдында ол тосқауыл сиқырын қолданды. Жекпе-жектің басында ол оның көптеген шабуылдарынан қорғануға мәжбүр болды. Бірақ оларды қалқанмен тойтарып алды. Ол қарсы шабуылдың уақыты келді деп шешкенде, ол оның бетінен теуіп жіберді де, ол құлап түсті. Ол өзін өзі сауықтырды және келесі жекпе-жекке көшті. Бұл жолы Элизабет, бірақ қайтадан тез жеңіліп қалды. Ол одан жекпе-жек кезінде жоғалып кетті ме деп сұрады, және ол сумен және отпен байланысы арқылы иллюзия шеберлігін қолданғанын түсіндірді. Осы дайындықтың арқасында ол көп нәрсені үйренді және ақырында 20-шы қабаттағы негізгі бөлменің есігін аша алды. Көбірек тәжірибе жинақтағаннан кейін, ол сол жерде бастықты ұрып соғып, тапқан заттарын әкесіне әкелді. Бұл заттар лабиринтке 10 жылдан астам уақыт бұрын кіріп, адасып кеткен саяхатшы діни қызметкерге тиесілі болды. Люсиль діни қызметкер өлмегенге айналды ма және шіркеуге қарсы шықты ма деп сұрады. Кадия оған ұрысып қалды. Бірақ Рим папасы діни қызметкердің республикаға, шіркеудің штаб-пәтеріне және гильдияға қарсы шыққанын түсіндірді. Ол 50 жыл бұрын шіркеудің зынданы лабиринтке айналғанын және оның неліктен болғанын ешкім білмейтінін айтты. Өйткені ол жерде бұрын өмір қайнаған. Люсильдің жас болып көрінуі біртүрлі болып көрінді. Бірақ ол 50 жыл бұрын болған оқиғаны біледі. Әйел сонымен қатар көптеген адамдар құбыжықтардың сыртқа шығып кетуіне жол бермеу үшін лабиринтті жабуға тырысқанын түсіндірді. Ол бұл лабиринтті миазма шығаратын ядроны жою арқылы жеңудің жолы бар екенін растады. Бұл ағынды сулардың таралуына әкеліп соқтырады және уақыт өте келе лабиринт жойылады. Алайда әзірге ешкім табысқа жете алмады. Тіпті лабиринтті жылдам қарқынмен зерттеуге тырысқан элиталық ғибадатханалар мен паладиндер тобы да болды. Люсиль олардың люминадағыдай күшті болу керек екенін айтты. Сондықтан бұл лабиринт ол ойлағаннан да нашар болды. Мәселе миазма мен сасық иістің дамуын бәсеңдетуінде болды. Люцио иісті жеңе алатынын сезді. Бірақ әкем бұл лабиринтте көптеген адамдар өлгенін және емшілер жын шығарушы ретінде пайдаланылғанын түсіндірді. Өйткені әлемде темплар немесе паладин бола алатын адамдар аз болды. Сондықтан тазарту сиқырына ие емшілер зомбилердің қашып кетуіне жол бермеудің жалғыз жолы болды. Ол қазір бұл ең маңызды нәрсе екенін баса айтты. Бірақ Люсильден лабиринтті зерттеуді жалғастыруды сұрады, және бұл миссия үшін оған бірдеңе керек пе деп сұрады. Люсиль өлмейтіндерге төзімді қару, жарақ пен құрал жабдықтар туралы айтты. Ақырында Рим папасы емшінің 7-ші деңгейіне жеткенде, ол оны көтере алатынын айтты. Осы әңгімеден кейін Лули жоғарылау мүмкіндігіне қатты қуанды. Оның заты таусылғандықтан Лули Adventures гильдиясына қайта жабдықтау үшін барды. Басынан бастап, ол көптеген авантюристердің оған бір түрлі қарайтынын байқады. Өйткені ол емші. Ол шеберді тауып алып, 10 бөшке затын сұрайды. Бұл шебердің назарын басқа себеппен бірден аударады. Шебер жағдайды пайдаланып, Люсильден жақсылық сұрайды. Ол Люсильдің Марионадағыдай іске делдал болғанын қалайды. Люсиль мұны істей алмайтынын түсіндіреді. Өйткені ол әлі де шіркеудің штаб-пәтерінде жұмыс істейді. Содан кейін ер адам Люсильдің өтінішін орындау үшін авантюрист болғысы келетінін сұрайды. Люсиль Марионадағы авантюристке көмектесемін деген уәдесін есіне алады және келіседі. Өйткені ол өзі авантюрист және осылайша көмектесе алады. Мастер мүкізатын алуға бара жатқанда, Милти жоғары деңгейдегі құбыжықтардың пайда болғанын және бірнеше авантюристердің ауыр жарақат алғанын түсіндіреді. Бұл шеберді ренжітеді. Өйткені авантюристер ол үшін отбасы сияқты. Лусио жаралыларды емханаға апаруды ұсынғанда, әйел мазасыздана бастайды. Өйткені емделуге ешкімнің шамасы келмейді және олар құлдыққа сатылуы мүмкін. Осы кезде үй иесі қайтып келеді. Ал Лусио емделу үшін бір адамға бір күміс тиын ғана алатынын айтады. Содан кейін біз жараланған авантюристердің жиналған жерін көреміз. Ол жерде адамдар аз, емханада емделуге ешкімнің шамасы жетпейді. Сондықтан олар үмітін үзді. Кенеттен Люсиль иесімен бірге пайда болады және бәрі емшінің бар екеніне ашуланады. Ер адам оларды тыныштандырып, Люсионың қалалық аңыз Маритони екенін, адамдарға күміс тиынға көмектесетін мазохист, зомби емшісі екенін айтады. Мұны естіген авантюристер бұл жай ғана аңыз деп ойлап, оны мазохист, зомби деп атай бастағанын айтады. Бұл Люсильге ұнамайтыны анық және бұл лақап аттың оған жабысып қалуын қаламайды. Бірақ ол әлі де көмектесуге дайын және олардан бүлік шығармауды немесе емханаларға шабуыл жасамауды сұрайды. Өйткені олар тым қымбат. Бұл жолы ол дұрыс затты алуға барғандықтан ғана көмектесе алады. Бірақ ол 3 шарт қояды.
бір ем бір адамға бір күміс тиын тұрады. Егер шіркеуден біреу, мысалы, Рим папасы немесе Валкири қиындыққа тап болса, олар көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек. Ақырында ол оны зомби немесе мазохист деп атауға тыйым салады. Бәрі бұл шартпен келіседі және ол емдеуді бастайды. Бұл көп уақытты қажет етпейді. Өйткені бала бәрін бірден емдей алатын жаппай емдік сиқыр жасайды. Содан кейін олар Лучелдің жаңа лақап аты туралы ойлана бастайды. Кейбіреулер оны емдеудің құнына қарай атауды ұсынады. Мысалы, үнемшіл емші, ал басқалары қанішер емші. Өйткені жігіт төбелескенді жақсы көреді. Бірақ бәрі оның мазохист зомбиге көбірек сәйкес келетініне келіседі. Бірте олар оны эксцентрик әулие деп атауға келіседі. Бірақ Люсил авантюристердің лақап ат ойлап табуда нашар екеніне сенімді. Келесі күні лабиринтке кірер алдында Люсил Катамен сөйлеседі. Ол оның әдеттегіден сәл кешірек келгенін байқайды. Ол валькирилермен қоштасқанын, бірақ авантюристер оны қоршап алғанын түсіндіреді. Бұл жолы Люсия лабиринтте көбірек уақыт өткізгісі келетінін айтты. Ката оған қауіп туралы ескертеді. Бірақ ол сиқырлы сөмкесінде керек жарақтары жеткілікті екенін және есік ашылмайынша негізгі бөлмедегі құбыжықтар қайта пайда болмайтынын айтады. Ол құлықсыз келіседі. Бірақ одан аптасына кемінде бір рет оралуын сұрайды. Ол оның шамадан тыс жұмыс істеп, өз өмірін қатерге тіккенін қаламайды. Бір аптадан кейін ол қайтып келеді. Ал Калия оған әкесінен жаңа қару жарақ, сауыт сайман және сиқырлы заттар береді. Қазір Люсил паладин ретінде жабдықталған. Құрал жабдықтардан басқа, ол оған жақсы ұйықтауға және сергек оянуға көмектесетін періште жастығы деп аталатын жастық береді. Маған да керек. Содан кейін ол затты сатып алу үшін авантюристер гильдиясына барады. Шебер эксцентрик әулиенің демалыс күні бар деп ойлап, оны күтіп тұрған. Сатып алумен бірге ол ер адамнан хатты гильдияға Марионаға тапсыруын сұрайды. Ол достарына хат жазып қойған, бірақ жауап алмаған. Осы кезде басқа авантюристер әулиенің эксцентрикімен амандасып, оны емделгеннен кейін жаттығу жекпе-жегіне қатысуға шақыру үшін келеді. Люсия лақап аттың жабысып қалғанын түсінеді. Шебердің айтуынша, авантюристер көбірек дайындықтан өткендіктен құрбан болғандар мен миссиялардың сәтсіздігі айтарлықтай азайды. Макс, Элис есімді авантюрист, емшіге сәлем беруге келеді, және олар жақында бірге жаттығып жүрген сияқты. Люсия бұл дағдыны қолдануға тырысады, бірақ оған көбірек тәжірибе қажет. Соған қарамастан, Элис Люсияның сиқырды жақсы басқаратынын, бірақ бірінші деңгейде қалып қойғанын айтады. Люсия құбыжықтарды ешқашан жеңбегенін мойындады. Өйткені ол лабиринттегілер жай ғана елес деп санайды. Алиса бұл уақытты босқа кетіру деп санайды. Өйткені емші дөрекі Гаухар тас сияқты күресуге шебер. Мелти келіп, одан емделуін сұрайды. Барлығына көмектесіп жатқанда, ол Марионадан немесе Валкири полкінен жаңалық бар ма деп сұрайды. Валкириге келетін болсақ, авантюристердің бірі олардың қауіпсіз екенін айтады. Бірақ бірнеше ғибадатханалар базадан жоғалып кетті. Ал Марионаның айтуынша, торнадо бақылаудан шығып, авантюристерді ұрлап, жаттығу залына сүйреп апарады. Люсия торнадоның мастер Броттың лақап аты екенін біледі. Ал авантюристердің айтуынша, ол бұрын тек шәкіртіне ғана назар аударған. Бірақ шәкірт кеткенде, басқа авантюристер бұл үшін төлеуге мәжбүр болды. Біз бұл шәкірттің Люси екенін білеміз. Адамдарды хаз атын тұтынуға мәжбүрлейтін және жаңа рецептер ойлап табатын аспаз туралы жаңалықтар әлі де бар. Ақырында олар авантюристер гильдиясының әкімшілері үйленіп жатыр деп айтады. Және олар агласындағы авантюристерге ғашық болды деген қауесет бар. Олар ресепшілер болғандықтан. Олардың бірнешеуі бар. Люсил олардың кем дегенде екеуі бар екенін біледі. Сондықтан ол олардың біреуі Наннала деп болжайды. Өйткені күйеу жігіттердің қаны аралас. Және бұл оның хаттарына жауап алмауының себебі болуы мүмкін деп ойлайды. Қалай болғанда да, олар оны ең болмағанда үйлену тойына шақырады деп үміттенеді. Бірнеше айдан кейін Люсил құбыжықтарды жеңу үшін емдік сиқырды қолданып, 30-шы қабаттағы негізгі бөлмені аяқтайды. Және бұл жолы әртүрлі заттарды алады. Қайтып келгенде, Каталия оның тірі оралғанына қатты қуанады. Бұл жолы ол 400-ден астам ұпай жинады. Бұл оған күшті жадағаймен бірнеше сиқырлы сусындарды сатып алуға мүмкіндік берді. Сондықтан қазір ол өзінің емдік сиқырына ғана тәуелді емес. Ол бөлмені тазарту үшін емдік сиқырды қолданғанын айтқан кезде, Ката соншалықты жас біреудің мұндай сиқырды қолдана алатынына таң қалды. Ол оның жасы туралы өтірік айтқан болуы мүмкін деп күдіктенеді және Люсил гильдияға алғаш рет 15 жасында қосылғанда, ол тіпті негізгі емдік сиқырды қалай қолдану керектігін білмейтінін мойындайды. Осыған байланысты Ката күдікті дәрі қабылдаған ішпегенін сұрайды. Люсил хазатын есіне алады.
Сондықтан Калия оны мойындау үшін Рим папасына апарады. Ол зат туралы ақпаратты осылай алуға үміттенеді. Олар келгенде Рим папасы Люсильдің лабириттің 30-шы деңгейінен жалғыз өткеніне таңғалады. Ол оған көз жігері үшін алғыс айтады және оның сиқырлы қабілеттерінің айтарлықтай жақсарғанын мойындайды. Содан кейін Ката соңғы 2,5 жыл ішінде Ха затын қолданғанын айтады. Люсиль оларға өзімен бірге бөшкені көрсетеді, бірақ иісі жағымсыз, сондықтан Ката оны алып тастауды бұйырады. Ол бұл улы ма деп сұрайды. Ал Люсиль олай емес деп жауап береді, бірақ қауіпсіз болу үшін оны тазалауды ұсынады. Люсиль оның авантюристер гильдиясында қолданылатын сусын екенін түсіндіріп, оның құрамы туралы айтып бергенде, Рим папасы оны танып, оның адамдардың талантын ояту үшін жасалғанын түсіндіреді. Ол емдік шөптерден, айдаһардың жүрегінен және рухани судан жасалған, барлығы таблеткаға айналдырылған. Сейдж бұл рецепті кез келген уақытта қайталай алатын сиқырлы құрылғы ойлап тапты, бірақ ол сұйықтықпен аяқталды. Ха заты бұл таблетканың атауы, бірақ сұйық нұсқасының дәмі соншалықты жағымсыз болғандықтан ол Құдайдың жоқтауы деп аталды. Люсиль бұл сусынның дәміне тіпті Құдайда өкінетінін мойындайды. Соған қарамастан, ол күн сайын тамақтанғаннан кейін 3 шынаяқ ішетінін және мұны 2,5 жылдан бері істеп келе жатқанын айтады. Ол бұл дүниедегі өмірдің нәзік екенін, сондықтан аман қалу үшін бәрін жасау керектігін түсіндіреді. Алайда, оның жанама әсерлері болмағандықтан, ол оны проблема ретінде қарастырмайды. Рим папасы, оның бойының өсуі, оның күш жігеріне байланысты болуы керек. Бұл затты ішкен кездегі сынақтан өту керек дейді. Содан кейін ол лабиринт тақырыбына қайта оралып, бұл жолы қандай құбыжықтармен бетпе-бет келгенін сұрайды. Люсия жоғалған 3 жанмен 5 елес рыцармен бетпе-бет келгенін айтады. Ол олардың шабуылдарынан құтылып, емдік заклинание арқылы оларды жеңе алды. Оның таланты туралы білгеннен кейін, Рим папасы оның бір күні данышпан болуы мүмкін екенін айтады. Ол құбыжықтардан алған заттарын зерттегеннен кейін, ол 3 қыз туралы айтады, бірақ егжей-тегжейлі айтпайды. Кездесу соңында ол сыйлықты Катаға тезірек беретінін айтады. Кейінірек біз Люсильдің Катамен сөйлесу үшін басқа күні келгенін көреміз. Ол оған Рим папасынан Құдайдың лимонад затының әсері туралы егжей-тегжейлі хат береді. Люсиль хатты алып, оны лабиринтте оқуды шешеді. Кетер алдында әйел оған сәттілік тілеп, қиналып қалса қасында болатынын айтады. Лабиринтте Люсиль Құдайдың лимонадының жазбаларын оқиды. Хатта данышпанның өзі жазған мәліметтер бар. Басында адамның 3 негізгі инстинкті туралы айтылады. Онымен бірге тамақтану және көбею. Алайда өзін шіркеуге арнаған адамдарда бұл инстинкттер әлсірейді. Бұл дәрі сенушілерге өмірдің қуанышын жоғалтпауға көмектесетінін ескерсек, оның әсері осы инстинкттерді күшейту болып табылады. Бірақ оның жанама әсерлері бар. Бұл дәрі денені аурулардан қорғайды және өсуге ықпал етеді. Бірақ адам төзгісіз иіс шіркеуді одан бас тартуға мәжбүр етті. Сондықтан данышпан Құдайдың лимонады бір күні әлемді құтқарады деп үміттеніп, оны авантюристер гильдиясына беруді ұйғарды. Икс затының әрекетіне келетін болсақ, ол негізгі инстинкттердің бірін күшейтеді және жалпы физикалық төзімділікті арттыру үшін осы энергияны түрлендіреді. Яғни инстинкттердің бірі құрбандыққа шалынады. Осыны ескере отырып, Люция өзінің ісі туралы ойлана бастайды. Ол өзінің аштық сезінетінін және ұйықтағанды ұнататынын түсінеді. Бірақ ешқашан көбеуге деген құштарлығын сезінбеген. Бұл жаңалық оны ренжітті және ол кет Лия оны аяды деп ойлайды. Енді ол өзін бойдақ данышпан деп санайды. Ол әлемде көптеген әйелдер бар екенін есіне алады. Бірақ ол оларға ешқашан тартылмаған. Соған қарамастан, олар оның назарын аударады және ол өзінің тартымды, бірақ құлықсыз екенін түсінеді. Шешімді ол махаббатты білу үшін лабиринттен өтуді шешеді. Жаңа күшпен ол бұрынғыдан да жігерлі іске кіріседі. Ха затының құпиясын білгеннен кейін бір ай өткен соң, Люсио лабиринтті зерттеуді жалғастырып, 40-шы деңгейге жетеді. Бірақ ол осы қабаттың бастығымен кездесуге әлі дайын емес. Оның жаман сезімі бар. Сондықтан ол өлмегендер туралы көбірек білу үшін авантюристер гильдиясына тоқтауды шешеді. Бірақ ол ішке кірмес бұрын аңның құлағы бар қыз пайда болады. Люсиль жартылай тұқыммен сөйлесуге тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Егер адамдар оны осындай жағдайда көрсе, оған одан да қорлайтын лақап ат қоюы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол қызды гильдияға апарады. Люсиль оны Нала мен Моникада қарсы алады деп күтпеген. Мәселе мынада, ол олармен сөйлеспей тұрып, гильдиядағы авантюристер оны ұстап алып,
барлығына бір түрлі сингтің мұқтаж жандарды емдеуге келгенін хабарлайды. Басқа амалы қалмаған Люсиль өзінің сиқырын жараланған авантюристерге көмектесу үшін пайдаланады. Бір кезде ол Милтиге көмекке мұқтаж болып, көрінетін жарты қанды қыз туралы айтып береді. Ол қазірдің өзінде Моника мен Манелла бағып отырған қызға жақындап келеді. Ол емделуді жалғастырып жатқанда, Люсиль екеуінің астанаға не үшін келгенін білгісі келеді, және кенеттен олардың үйлену тойларын жариялауға келгендерін түсінеді. Бұл оны жылатқысы келеді. Миттегі барлық адамдарға көмектескеннен кейін, Милти оны шақырып алып, жарты қанды қызды қала маңына ертіп баруын өтінеді. Бұл шұғыл тапсырма, бірақ Марионаның қызметкерлері онымен бірге барғысы келеді. Сонымен қатар, бұл өте қауіпті жер болғандықтан, шебер олармен бірге баруды ұсынады. Қараусыз қалған үйлер осы маңда тұр. Люсиль өлімнің иісіне ұқсайтын оғаш иісті және барлық жерде қан бассейндерін сезеді. Ашық жерде топ бірнеше жараланған және науқас аралас қанды адамдарды табады. Үй иесі олардың ұқсас екенін түсіндіреді. Тәуелсіз қала, мемлекеттің өкілдері бастап, Нателла шекараға жеткенде, оларға қарақшылардың үлкен тобы шабуыл жасағанын түсіндіреді. Олардың көптігі сонша, барлығын ауруханаға жеткізу мүмкін емес. Люсиль қыздың гильдиядан көмек сұрауының себебі осы екенін түсінеді. Бір адам орнынан тұрғанда, Люсиль оның жақсы екенін тексеру үшін келеді. Бірақ қаны араласқан адам есінен танып қалған сияқты. Кенеттен ер адам жас жігітке пышақпен шабуыл жасайды. Содан кейін құлап кетеді. Люсиль өзінің өткен өміріндегі басынан кешкендерін бірден есіне алады және қайтадан қиындыққа тап болдым деп ойлайды. Бірақ ол аман қалуға деген шешімін жоғалтпайды. Ол қанжарын суырып алып, емдік сиқырын айтады. Қаны араласқан барлық жараланған адамдарға көмектесіп, жарасын бір уақытта емдейді. Әйелдер оған алаңдап жақындайды. Ал иесі оған ешкім шабуыл жасайды деп ойламағандықтан, қадағалағаны үшін кешірім сұрайды. Жас жігіт қаны араласқан адамға ашуланбайды. Ол жай ғана инстинктивті түрде жолдастарын қорғауға тырысты деп санайды. Тағы бір тазарту мен регенерациядан кейін Люсиль емнің аяқталғанын түсінеді және оған шабуыл жасаған ер адамның көмек сұраған қыздың әкесі екенін түсінеді. Осы кезде маңайдың басқа тұрғындары пайда болып, көмек сұрайды. Олар өте мойынсұнғыш, иіліп тағзым еткен жапондықтар сияқты әрекет етеді. Ереже бойынша Люсиль адамдарды тегін емдей алмайтындықтан, ол мұны қайырымдылық сылтауымен жасайды. Содан кейін ол індет болған аумақты тазалап, оны үнемі жасай алмайтынын түсіндіреді. Қоғамдық қауіпсіздіктің маңыздылығын және жарақаттанудың немесе аурудың алдын алу үшін үнемі тазалауды қажет ететінін атап өтті. Кейінірек Люсия астананың орталығына оралып, достарымен сөйлеседі. Манелла жарақат алдыма деп сұрағанда, жігіт қуанады және бұл оған 40-шы деңгейдегі бастықпен кездесуге бел буады деп ойлайды. Ол бұл жағдайды тағы да керемет сәттілікпен байланыстырады. Содан кейін ол олардың астанада неліктен екенін сұрайды. Өйткені гильдиялар қазір әкімшілерсіз қиын жағдайда. Моника гильдияларға бұл жұмысты орындау өте қиын болатынын түсіндіреді. Әсіресе екі әкімші үйленгенде. Сондықтан олар жағдай күрделене түскенше оған қонаққа келді. Сөйлей алмай қалған Люсиль олардың қайсысы үйленетінін сұрайды. Ал Нел бұл Мелина мен Реннел екенін айтады. Моника олардың бұл туралы өз хаттарында жазғанын айтады. Сондықтан ол таң қалды. Өйткені ол олардың хаттарын ешқашан алмаған және әрқашан өзі жазады. Бірақ жауап алмайды. Мұны естіген қыздар одан да хат алмағанын мойындайды. Бірақ бір рет бірдеңе алған сияқты. Өйткені ол өте бақытты көрінді. Түсінікті болу үшін олар шеберге барады. Ол жұмыстан кейін үнемі тойлайтынын және барлық хаттарды жіберуді ұмытып кеткенін айтады. Әңгіме жалғаспай тұрып, Алиса келіп, екі қыздың қайсысы Люцтің сүйіктісі екенін сұрайды. Ол абдырап қалды. Бірақ басқа авантюристердің айтуынша, бұл қыздар тіпті қала маңында онымен бірге болған, ал кейбіреулері оны екеуімен де кездесіп жүр деп ойлайды. Содан кейін ол түлкіге осы достарының арқасында емші болғанын айтады. Олардың қолдауымен ол қазатына тәуелділікпен және Делири жаттығуларымен айналысты. Олар Делиридің атын естігенде, оның торнадо шебері туралы не айтып жатқанын түсініп, таңғалады. Осыдан кейін ол екі қызға жақындайды және олар астанада 3 күн болатынын түсіндіреді. Сондықтан ол олармен мүмкіндігінше көп уақыт өткізгісі келеді. Қыздар оны қолдарынан ұстап, жаттығу залына апарады. Онда әлі де емделетін адамдар бар. Уишел таңғалады. Бірақ олар онымен бірге уақыт өткізіп, оның жұмысын қолдағысы келеді. Сондықтан үшеуі жараланған авантюристерге қамқорлық жасайды. Хаттар үшін, кешірім сұрау үшін шебер барлығына үлкен мереке ұйымдастырады және көп ұзамай қыздардың кететін уақыты келді. Люсиль олармен эмоционалды түрде қоштасады. Келгендері үшін алғыс айтады және келесі жолы оларға келуге тырысамын деп уәде береді. Олар кеткеннен кейін ол күш-қуатын арттырып, лабиринтте күресті жалғастыруға дайын. Содан кейін аралас қанды адамдар оның қасына келіп,
көмегі үшін алғыс айтып, шабуыл үшін кешірім сұрап, жапон тілінде тағы да тағзым етті. Люсиль оларға ең бастысы олардың өмірін сақтап қалу екенін және бұл адамның жүрегіне әсер ететінін айтады. Содан кейін олар Рим папасымен сөйлесіп, ЮНИСте емшілер гильдиясын ашқанын және Люсильге тағы да алғыс айтқанын айтады. Онсыз олар өмір сүре алмас еді. Ер адам тым сыпайы болып қала береді және аралас қанды қыз оған күлімсіреп жақындағанша Люсиль жарысқа тартылады. Әкесі оны Шейла деп атайды және апат кезінде дауыс сымдарын жарақаттағаннан кейін дауысын жоғалтқанын түсіндіреді. Люсиль тізе бүгіп, қызға өзінің батыр екенін айтады. Өйткені ол осы адамдардың барлығын құтқарды және тағдырдың оған кедергі келтіруіне жол бермеу керек. Содан кейін ол сиқырдың жұмыс істейтінін білмей тұрып айтады. Өйткені ол оны әлі меңгермеген. Бұл заклинание қосымша емдеу деп аталады және Люсиль бұл Шейланың даусын қалпына келтіруге көмектеседі деп үміттенеді. Кейінірек Люминамен сөйлескенде жігіт 40-шы деңгейдегі бастықпен кездесуге дайын емес екенін мойындады. Ол оны қорқақ деп атайды. Бірақ оның айтуынша бұл соншалықты жаман емес. Өйткені ол лабиринтті зерттеу арқылы өз өмірін қатерге тігеді. Ал егер ол өзіне сенімді болмаса, онда ол көбірек жаттығу керек. Штаб-пәтерге келгеніне 1 жыл болғандықтан, Люмина оның қаншалықты күшейгенін көргісі келеді және олар жаттығу жекпе-жегін бастайды. Люсиль өзін қорғайды. Өйткені Люмина сияқты таңғажайып қарсыласпен, тіпті оның физикалық қабілетінің жақсаруымен күресу оңай емес. Шабуыл жасау үшін ол қылыштан қанжарға ауысып, күтпеген нәрсе жасайды. Люсиль оны қағып кете жаздады. Ол таңданғанын мойындады және оның шынымен де күшейгенін айтты. Олар әлі де аздап кішірейіп барады. Содан кейін жігіт шаршап қалған кезде паладин тағы да күшейгенін айтады. Бірақ оған әлі өте күшті жаулармен соғыспауға кеңес береді. Осы әңгіме барысында ол Луманың бейресми сөйлеп тұрғанын байқайды. Ол ресми сөйлеуге тырысатынын, бірақ кейде көңілін аударатынын мойындайды. Люсиль оған мұндай мейірімді үннің оған сәйкес келетінін айтып, паладиндер арасында байсалды болу әдетке айналғанын, бірақ екеуінің арасында ол босаңсығанын айтады. Келесі күні Люмина басқа валькирлермен бірге шекараға аттанады. Ал 6 айдан кейін ұзақ жаттығудан кейін Люсиль катаға 40 метрлік деңгейдегі басты бөлмеге кіретінін айтады. Ол оған Люминаның осы бөлмеде қандай жауға тап болуы мүмкін екенін түсіндіріп қалдырған хатын береді. Ол найза жасау шеберлігінің арқасында мансап сатысына көтеріліп, бас ғибадатханаға айналған адам және күшті емдік сиқыры мен қылыш ұстау техникасының арқасында паладиндердің капитаны болған рыцарь. Алайда бөлмеде бір ғана жау бар. Ал Люсиль екеуінің бір өлмеген құбыжыққа айналғанын түсінеді. Бұл құбыжықтың қолында қылыш та, найза да бар. Люсиль де осы ұрыс стилін қолданғысы келеді. Өкінішке орай, тазартатын сиқыр оған әсер етпейді. Бірақ физикалық шабуылдар нәтиже беретін сияқты. Бірақ зиянды бағалау қиын. Люсиль бұрышта қалып, басқа амалдары жоқ. Сиқырлы сөмкесінен бірдеңені, атап айтқанда, мүк затының бөшкесін алып шығады. Бұл қаншалықты абсурд болып көрінсе де, сасық иіс құбыжықты қорқытады және бұрышта қауіпсіз аймақ пайда болады. Ол күресті жалғастыруда, бірақ бұл көп уақыт пен күресті қажет ететіні сонша, ол тіпті қолынан айырылады. Бақытымызға орай, күшті емдік сиқыры бар адам үшін бұл аз ғана сәтсіздік. Люсиль мүк затымен қорғалған аймақта ұйықтап қалады. 1 апта бойы күнделікті шайқастан кейін, ол тамағының таусылып жатқанын түсінеді және онымен күресуді шешеді. Бір сәтке ол өлсе, Рим папасы оны рөлдік ойындағыдай тірілтеді деп ойлайды. Бірақ ол бұл идеядан бас тартады. Өйткені ол бұл лабиринттің шынайы екенін біледі. Әсіресе оның барлық ауыр жарақаттарынан кейін, оның деңгейі қандай да бір себептермен көтерілмесе де, бұл қайта іске қосылатын ойын емес екенін түсінген Люсиль аман қалуға бел буып, алға ұмтылады. Оның көп күрескені сонша, ол жаудың қимылдарын жаттап алды және өз тәжірибесінің арқасында жау қорғанысында саңылау таба алды. Люсиль сонымен қатар форттың адамның қаншалықты күшті екені маңызды емес. Егер ол жүйкесін жоғалтса, артқа шегінетінін айтқанын есіне алады.